атеист кім? Мен мысалға атеистпін. Менің жағдайымда мен қазақпын. Менің жағдайымда маған қазақы құндылық берілді. Қазақтың ұлттық болмысы, ұлттық құндылығы, мемлекетшілдік позициясы. Біз тамырымызды, кім екенімізді көруіміз керек. Кім болғанымызды білуіміз керек. Сол арқылы ғана болашақта аяғы аспаннан салбырап қазір түсіп отқан ұлт құсап бүйтіп қарап отырмай алға қарау керек та сол кезде. Қазақтар құдай емес, абсолют күш емес. Қазақтар қателесуі мүмкін. Бізге қазір не керек? Бізге таптаурын бір көсем керек болды. Бізге бір мессия керек, құтқарушы. Бізге бір мәселеңді кредитіңді жауап беретін, немесе басқаны мәселеңді шешіп беретін біреу керек. Әйтеуір бір саясаткер. Иә. Бір анау бар, болды. Соған сендік, давай. Біз мына жақта өзіміз шайымызды ішіп отыра берейік. Мәселе идентикамыз сақталып қалуы керек. Осы индивидуалистерді біз өзіміз жоққа шығарып, олардың айтқанын, олардың жаңағы жағасынан алып, ұнамаған дүниені аузын жабуға тырысып, олардың үндерін өшіруге тырысатын болсақ, онда біз жетістікке жетпейміз. Себебі өркениетті жасаушылар индивидуалистер. Құдайға сену керемет нәрсе. Сенім, иман керемет нәрсе. Ойланба, күмәнданба, оның бәрі сайтаннан деген кезде мен осыдан күмәнданып қаламын. Қалайша? Демек Құдай адамға ми береді, бірақ оны қолданба дейді. Бұл жерде бірдеңе дұрыс емес ау деген сияқты бір мен болады ғой. Қазақ руға бөлінеді, рушылдық деген түсінік бар ғой. Жоқ, қазақ рудан құралады. Ойланатындар үнемі азшылық болады. Бірақ тағдыр шешті шешімдердің бәрін сол азшылық шешеді. Өркениеттің қозғаушы күшін және өркениеттің өзін жасаушы азшылық деп болады. Мұсылман әкесі мұсылман баласына ештеңе дей алмайды екен, егер ол немере қарындас алам десе. Ал немере қарындас алу қазақ үшін қорлық. Мемлекетшілдік позицияны идеология арқылы насихаттай беруіміз керек та. Армысыз құрметті көрермен, бұл Ойлап подкаст. Бүгінгі эфиріміздің қонағы журналист. Осы салада, медиа саласында 10 жылдан астам уақыт тәжірибесі бар. Ардақ Құлтай мырза. Армысыз. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Көп рахмет осылай келіскеніңізге, сұхбатқа келгеніңізге. Жалпы сіз өзіңіз әлеуметтік желіде де, жұмысыңызда да, мысалы енді қазіргі таңда көбіміздің кәсібіміз осы әлеуметтік желімен байланысты болып жатыр ғой. Енді сіздің әлеуметтік желіде көбіне мына қоғамға қатысты да, тағы да басқа танымдық тақырыптар көтеріп отырасыз. Аудиториямен ұдайы жиі жұмыс істеп отырасыз. Енді сол үшін де осы бүгінгі подкастымызға шақырып отырмыз. Дайынсыз ба? Дайынбыз. Жақсы, ал Ардақ мырза, енді әңгімеміздің кіріспесін осы біріншіден ақпараттың мәселесіне қатысты бастасақ. Жалпы енді Қазақстан үшін қазіргі таңда не қауіптірек, жалған ақпарат па, әлде адамдардың ақпаратты талдамай қабылдай беруі ме? Екеуі де қауіпті. Себебі бірінші кезекте пропаганда немесе бір қандай да бір ақпаратты мүддемен тарату, ол халыққа ол ақпаратты тексерсе де, тексермесе де ол қауіпті. Екінші кезекте халықтың сол ақпараттық сауаты болмай, оны басқаша түсініп қалып, немесе контекстін түсінбей ақпаратты қабылдайтын болса, бұл призыв болуы мүмкін бір нәрсеге, үндеу, шақыру болуы мүмкін. Бұл жарнама болуы мүмкін ең кем дегенде. Бұл да қауіпті болады. Сол себепті қазір магическое мышление деген сөз көп айтылады ғой қазір. Ойбай, барамыз да сене саламыз, әйтеуір бірдеңесі болар. Бір мәнісі болар. Немесе бір құдай сәтін салар. Ол, көңілдің сөзі. Бірақ ақпаратты қанша жерден біреуге сеніп, немесе бір өзіңнің ойыңдағы, миыңда жүрген, сол замандардан қалып қойған бір сыңар жақ түсініктермен қабылдап алдың, бұл саған қауіп болып саналады. Сол үшін ақпараттық сауат бірінші кезекте болу керек. Оған дейін біз айтқанымыздай ақпаратты кім таратып отыр, неге бүгін таратып отыр, не үшін оны біз бүгін оқуымыз керек, оның мазмұнның құны қандай, осыған назар аудару керек та. Әрине адамдар енді барлық жерден бір ең бір серьезный дейміз, бір қатты бір күрделі тақырыптарды былай қабылдай бермейді. Сондықтан оған бір әзіл де керек, оған бір тірі болу керек, сөйлеуші мысалға говорящая голова болып қалмау керек. Барынша түсіндіріп, әр сөзіңе акцент қойып, оның не үшін оған маңызды екенін, бұл не үшін өтірік емес екенін тексергеніңді, сөйтіп доверительный отношение жасайсыз. Сол үшін ақпаратты сауат бірінші кезекте, одан кейін таратушының да мүддесін, интерестері бар ма жоқ па, осыған назар аудару керек. Сол ақпараттық сауат
біздің қоғамда қандай деңгейде қазір? Өкінішке қарай өте төмен деңгейде. Өкініштісі біздің елде қазір алаяқтықтың түр-түрі, әсіресе осы интернетпен таралатын, тіпті кеше ғана жаңалық оқыдық, не күлеріңді, не жыларыңды білмейсің. Бір әйел телефонмен біреумен сөйлесіп тұр. Сөйтіп видео байланысты қосады, сөйтеді де оның нұсқауымен өзінің төсегіне от жағады. Иә, көрдік. Өзі бірақ ойланып тұр уже. Челябинскте болған. Челябіде болған. Иә. Ойланып тұр. Ол ана жоғарыға төбеге тиіп жатыр. Мынау тиіп жатыр ғой деп айтады өзі. Иә. Бірақ өзіне сенбейді, өз көзіне сенбейді. Ол ауа жұтып жатыр, ана көмір қышқыл газын жұтып жатыр, өзі тұтығып жатыр. Мен не істеймін, мынаны не істеймін? Сөйтсе анаған айтады, 5 минут тағы күтіңіз керек. Бірақ ол сонда да оған сеніп қалған. Бұл магическое мышление дейміз. Бұл сол адамға қолай берілу, сену, сол сенгеннің өзінде оның шешімі дұрыс емес екенін біліп тұрып, оған еріп кету. Бұл нақты өзіңнің пікіріңді жойып тастап, өзгенің пікірімен жүру деген сөз. Бізде сол қоғамда орысша айтқан бич деп айтады, сол бич деген нәрсе бізде де бар да, өкініштісі. Біз біреуге берілсек, құлай беріліп кетеміз. Бір көсемшіл қоғамға барамыз да, сол көсемге бүкіл жақсылықты беріп тастаймыз, сыйлай саламыз. Ол қателеседі десе, кет әрі деп оның армиясы болып, оған қарсы шығамыз. Адамның өзі қателеседі ғой жалпы. Қателесу адамға тән нәрсе ғой. Біз сол дүниені көсемшілдікпен айырбастап алдық. Сондықтан оған алаяқ хабарласса да, оған депутат айтса да, оған басшылық айтса да, оған мінсіз болып көріне береді. Оның үстінен 1984 әлгі жерде кетіп жатыр осы жерде. Үстінен Оруэлл айтқанындай, үстінен біреулер бақылап отыр, істетіп отыр. Яғни сен біреудің қолындағы қол жоқ барсың. Большой брат бар дейсің. Большой брат следит за тобой. Міне, осы нәрсе әлі күнге бар. Енді бұндай манипуляциядан сақтану үшін қандай да бір жеңіл жол бар ма? Енді ақпараттық бағана сауаттылық деп жатырмыз, басқа бір. Не істейміз? Жалпы қоғам болып не істейміз, тұлға болып не істейміз? Әрбір адам журналист бола бермейді. Әрбір адам ақпаратқа шолу жасап отыра бермейді. Мысалға бүгін Венесуэлада жер сілкінді, 7 магнитудасы 7. Бірақ ол туралы біреу білмесе, онда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ сен өзіңнің өміріңе келгенде саған тікелей әсер ететін дүние бар да, сен оған бейжай қарап, оны білмесем де болады, өздерімен жүре берсін, мен өзіммен жүре берейін деп алып, ал кейін сабақ болып тиген кезде оған бұл неге бұлай болды? Интернетте мен бар ғой, бұл неге бұлай болды деген. Міне осындай түсінікпен қабылдап аламыз. Яғни біз салдардың себебін көргіміз келмейді. Демек біз онда сабақтастықты жоғалттық деген сөз. Себеп салдарлық деген дүние болу керек. Мысалға әкесі өзінің балаларына, шешесі өзінің балаларына міндетті түрде ақпараттық сауатты, гигиена, тазалықты, сол сияқты адамның өміріне, болашағына қажет дүниені бере білу керек. Баяғыда аталарымыз, апаларымыз айтатын, ұят болады, жаман болады. Ал тіпті айтады, біреудің ала жібін аттама, өтірік айтпа. Ешкімге жаңа қасарысып, біреумен төбелесіп жүрме. Қарапайым сөз. Бірақ осыны біз анау айдалада жатқан жаңағы сүйегі қурап кеткен ата-бабамызға теліп қоямыз да өзіміз айтпаймыз соны. Бізге бір коучтар керек та. Олардың орнынан коучтар басып жатыр. Өкініштісі. Біз өзіміздің құндылықты беріп қойып, олар өзімен өзі жатыр, бір есімізде, тамырымыздан ажырамағанбыз. Бірақ коучингмен айналысатын псевдо-коучинг дейікші, коучтың жаманы жоқ шығар, бірақ псевдо-коучтар алады да, сенің құндылығың жоқ, сен ата-анаңды жақсы көресің бе, әлде өзіңді жақсы көресің бе деген сияқты сұрақтар қояды. Өзіңді жақсы көрген кезде жақсы көр, бірақ ата-ана саған ата-ана ғой қай кезде де. Яғни қоғамдық сананы біз қазір өзгертіп жатырмыз. Сол баяғы Оруэлл құндылықтар ауысады. Құндылықтар ауысып жатыр. Біз және осы ауысқан арабтың шапқыншылығы, одан кейін орыстың импершілдігі болған кезде замандарда біз өзіміздің тілімізді, өзіміздің кім екенімізді түсінбей қалуымыз үшін графикамызды өзгертті. Тура сол сияқты қазір біздің құндылықтарды дәл қазір өзгертіп жатыр. Міне осы жерде біз неге деген сұрақты қоя білуіміз керек. Біз неге деген сұрақты қоя алмасақ, және оған бір сыншыл күмәнмен, көзқараспен қарамайтын болсақ, бұның бәрі қауіпті. Мысалға, тіпті діннің өзінде,
тіпті сені жаратқан Құдай болса, сол діннің өзінде сен оған неге деген сұрақ қоймасаң, онда сен Аум Сенрике сияқты жапондардағы бір сектаға кіріп кетуіңнен не ғайып? Неге? Демек сенде онда бір қорғаныс болмайды, иммунитет жоқ деген сөз. Яғни ақпарат сен үшін ешқандай фильтрсіз өте береді деген сөз. Мен осылай ойлаймын, біз тамырымызды, кім екенімізді көруіміз керек, кім болғанымызды білуіміз керек. Сол арқылы ғана болашақта аяғы аспаннан салбырап қазір түсіп отқан ұлт құсап бүйтіп қарап отырмай алға қарау керек та сол кезде. Сондай деп ойлаймын. Бірақ дінге жаңа қатысты айтып жатсыз ғой. Дін концепциясы өз сенім ғой, вера. Абсолют бар, сен тек сенуің керек. Доверие мен вераны шатастырамыз. Доверие болады, сен біреуге сенуің мүмкін, ол саған жақсылық жасайды деп сенуің мүмкін, сен болашағыңа сенуің мүмкін. Ал сенім бар. Сенім деген нәрсенің қалай шыққанын, неден шыққан адамның өзінің интеллектіге ие болып жатқан кезде адам ізденеді. Мынау неге бұлай? Ағаш неге жасыл? Аспан неге көк? Сондай түсініктерге жауап іздегісі келген кезде сұрақтар туа береді. Әлемнің жұмбағын шешуге талпыныс ол діндердің бастауы болған. Яғни сенім деген нәрсе сол кезде шығады. Анасы сәбиі шетінеп кеткен кезде ол қайда барады? Ол неге тірі емес деген сұрақтар қояды емес па? Жұбаныш керек қой. Хайуандардың өзі соны миы жеткен жеріне дейін іздейді, тіміскілейді, ізденеді. Мұрнын тақайды, көтеріп көреді. Маймылдың мысалға өлі баласы туралы видео көрген шығарсыздар. Өлі баласы ештеңе жоқ, тіршілігі жоқ. Өлі баласын алып, ары бері жүгіріп жүреді құшақтап. Міне, ал бізде сананың бөлек деңгейі бар. Демек, осы сананың бөлек деңгейімен біз мынау неге, қашан, қалай, аспан неге көк деген сол сұрақтарға келеміз ғой. Сол жауаптарды іздеген кезде бізде сенім деген нәрсе пайда болған. Ал біздің басқа түсінікпен, жаңа доверие деген, сенім арту. Сол үшін сенім арту сөз тіркесі ретінде, ал сенім жалғыз ілі қолданылатын сөз ретінде түсінсек, біз сол кезде терминдерден, оны контекстінде қолдана білуден қателеспейміз. Осыған келіп тіреледі. Енді өзіңіз өмірде өйстіп жүріп кеп, неге деген сұрақты қойып, қандай жауап таптыңыз? Неге деген сұрақты көп қоятын себебім, мен любознательный дейді, орысша айтады, қызығушылық танытады, анау не, мынау не, сұрай бересің. Бірақ соның бәрі мені журналистикаға келген нәрсе. Мен әлемде не болып жатыр? Мына саясат деген не, мына дін деген не, қоғам деген не, социум деген не, соның бәрін біліп, соның бел ортасында жүргім келгеннің белгісі. Көрініп қалу, ол әрине бала кезде максимализммен, ол жерде деген ой қырып жоям, мен деген танымал болам, атақты болам деген түсінік болады. Кейін өзіңнің шама шарқыңды, деңгейіңді түсіне бастағаннан кейін, ұятсыз болсаң, жалғастыра бересің алды артыңа қарамай. Сәл кішкене ескірсе, осылай екен ғой деп, жан-жағыңа қарап түзеле бастайсың. Сенің бірінші еліктейтін адамың болады. Еліктейтін жүріс-тұрыс, қоғамдық бір қандай да бір портреттер болуы мүмкін, сен оған еліктейтін. Вот мені неге деген сұрақ осы қазіргі күйіме жеткізді. Мен мысалға Әуезовтің Абайдың дініне қатысты бағасын білесіздер ғой? Онда бүйтеді. Абайдың діні ақылдың сыншыл діні. Ақыл қолдану, яғни интеллектуализм, кез келген жағдайда интеллектуал болуға, оның заңдылықтарын мен қарауға, күмәндануға мүмкіндігі болу. Ал сыншыл діні келіспейтін дүниесін келіспейді. Мысалы 28 қара сөзінде Абай айтады, ай мұсылмандар деп бастайтын қара сөзі ғой. Сонда айтады, байлықты жаратқан Құдай, бай қылған Құдай емес дейді. Бұл жерде бай болуға деген талпыныс, ол ақылмен, ақыл ойдың жемісі ретінде келуге тиіс дейді. Абай айтады. Ал Құранда қалай жазылып тұр? Құранда біздің қазақтың сөзі бар, құдайсыз қурай да сынбайды. Ағаштан жапырақтың өзі құдайсыз түспейді. Көрдіңіз? Яғни қадар мәселесі, тағдыр мәселесі Абайда бөлек. Абай сынай алған, онымен келіспеуге қақым бар деп есептеген. Еркіндік. Сосын таңдау бар. Таңдау бар. Еркіндік бар да. Өзінің болмысымен, мінезімен бір нәрсені қарай білді. Яғни біздегі дін, дәстүрлі дін дейді, басқа дін дейді. Қазақтың түсінігіндегі дін, қазақтың призмасымен
болмысымен түсінген, мінезімен түсінген діннің призмасы керемет дін да. Біздегі исламды қалай мақтап, қалай жоғары көтеріп, тарихынан алып келіп, тарихи тұлғалармен алып келіп, Абайды айтады, Шәкәрімді айтады. Қандай керемет дін жасадық. Өкініштісі, арабтардың призмасымен түсінілген араб тіліндегі Құран, араб тіліндегі дін басқа. Өкініштісі. Біз оны кейде жатағым дейміз, кейде біз оны фундаменталистік дін дейміз. Бірақ негізі неден шыққанын білмейміз. Менің ойымша, қастандық теориясы ғой енді кішігірім. Менің ойымша қазақтардың көбі айтып жүргендей, діннің жақсысын алып, жаманы бар деп түсініп, одан бас тартқан. Мысалға, ислам бойынша немере қарындас алуға болады екен. Данияр деген ұстаз жігіт менің сұрағыма жауап берді. Мұсылман әкесі мұсылман баласына ештеңе дей алмайды екен, егер ол немере қарындас алам десе. Ал немере қарындас алу қазақ үшін қорлық. Ол түсінбейтін, жоламайтын, мынау тіпті оған қатысты теңеу айтылмайды. 7 атадан аспаса болмайды ғой ол даже. Немере қарындас 7 ата деген ол бергі шегі. Тіпті өз руынан алыспайды. Ол біріншіден тазалық, ол біріншіден сол эксперимент, екіншіден бұл деген қазіргі біліммен астасып жатқан дүние. Бұл деген Алланың халал дегеніне ресми түрде харам деп, запрет деп тыйым салу. Еркіндік қайда жатыр, көрдіңіздер ма? Алла халал дейді, қазақтар харам дейді. Мен осындай нәрсеге мен қатты ойланамын. Қазақтар соншалықты бір еркін болатындай. Бала өлсе құдайын сыбап алатындай. Соқыр құдай деген сияқты түсініктері бар халықта. Яғни қазақ не нәрсені алып келсеңіз, қандай сенім, қандай идеология, ол өзіне керегін алады, керек емесін тастайды. Менің ойымша бұл еркіндік. Нағыз қазақ деген түсініктің өзі ешқандай құл емес. Қазақ еркін. Ол Дархан даланың төсінде ойнап, аунақшып жүрген, өмір салтын солай қалыптастырған, мінез болмысымыз соған сай келетін, аттың үстінен түспейтін керемет халық. Бірақ оны қазір ескіліктің көксейсің деген сияқты бір презентизммен қарайтындар бар. Әмеңгерлік деген не сонда деген түсініктер айтылады. Әсіресе дін өкілдерінен маған сондай сұрақ қойды. Мен бір әмеңгерлікті қолдап отырғандай. Қазақтың дәстүрінің озығы бар, тозығы бар. Тозығы жеткенін тастайды. Қазақ сондай эксперимент деген ол ғылымдағы бар методология емес па? Керек десеңіздер. Көрді, ұрпағы оңалмады, қойды, тастады. Бұл ғылымдағы негізгі методологияның бірі. Ол әмеңгерліктің өзі де сол өзінің уақытына керек зат болған жоқ па мысалы? Әрине. Сол уақытқа. Мысалы бір ер адам қайтыс болса ол ағасы, ол бауыры бар да мысалы. Енді ол әмеңгерлік сол бауырлардың арасында ғана болған салт. Енді әлгі оның немересі болады мысалы, ол ұрпақ біреудің табалдырығын ертең сүйкімі қашпасын, жетімсіремесін деген сияқты. Біз әдетте солай ақтаймыз. Себебі қазақтар құдай емес, абсолют күш емес. Қазақтар қателесуі мүмкін. Бірақ біз қазақтарды презентизм жасап, қазіргі құндылықпен, моральмен ол заманға, сол заманның моралін сынап тастау қате болар еді. Бұл презентизм. Бірақ дін өкілдері маған бір 200-ді деуі мүмкін қазір. Бірақ дін өкілдері қияметке дейін үлгі қылған шариғат айтты. Құдай оны білу керек, абсолют күш, бәрін білуші деген 99 есімнің бірі. Бірақ қазір дін өкілдері сол кездегі 7-ші ғасырдағы арабтар айтқан, түсінген дүниені біз айтсақ, мынау дұрыс па, дұрыс емес па деп, немесе келіспейтінімізді айтсақ, онда сендер 7-ші ғасырдың түсінігін неге қазіргі моральмен бағалап отырсыңдар дегенді айтады. Кешіріп қойыңыз. 7-ші ғасырда түскен діннің моралі қияметке дейін. Ол өзгермейді. Ол абсолют. Оны айтатын және тағы өздеріңіз. Мен сондықтан да Құдайға сену керемет нәрсе. Сенім, иман керемет нәрсе. Бірақ өзгенің құндылығын жоққа шығару, моральсыз деп атау, өзіңмен кеше ғана тете өскен, бірге доп тепкен, ләңгі тепкен баланы ол сенбеген үшін ғана өзіңнен төмен көру, және ол туралы жақтым күйе, жаптым жала деген әңгімемен оған бір моральсіз, бұзылған, қиянатшыл деп бағалау артық.
ол әділетсіз болады. Ол да тура сендей ата анадан тәрбие алған, ол да тура сендей қазіргі құндылықпен өмір сүріп жүрген адам. Бірақ ол Таңдауына сенің қатысты, иә. дінге тура сен сенген құдайға сенбегенің үшін оны айыптау қауіпті. Себебі біз қазір айтады ғой, латындар айтып кеткен бір сөз, что дано Юпитеру, не дано быку. Яғни біреу бәріміз теңбіз дейді, ширманың артына қарасаң, бірақ одан да тең адамдар бар екен. Ол өз-өздерін діннің негізінде жоғары қоятын адамдар. Иерархия бар дейсіз ғой. Иерархия бар. Теңдіктегі иерархия деп аталады. Бұл қауіпті нәрсе. Бұл біздің әрбірден соң конституциямызға қатерлі нәрсе. Адамдарды дініне, нәсіліне, жынысына, басқа да көзқарастарына, дүниетанымына қарап, оларды жоғары я төмен қою, бұл заңға қайшы. Бұл тіпті әрбірден соң тәңірлік аталарымыз, бабаларымыз мұсылман да болды, тәңірлікте де қолданды, мысалы дүниетанымы болды. Соның бәріне қайшы еді. Ата-баба біреуді төмен көріп, қияметке дейін солай өмір сүріңдер деп айтпайды, деп айтпаған. Ана Күлтегіннің Темірхан Медетбектің жырын алдында тиктокта стримде отырғанымызда оқыдық. Ана жерде атеист болып алып, біз өршеленіп кеттік. Тау мен тасты шайнап тастаған, жауларын кері қарай бұрып тастаған деген сияқты түсініктерді ана жерде оқи алмайсың ғой енді ондай. Бірақ Темірхан Медетбек деген осы жақында қайтыс болып кетті ағамыз, керемет келтіріп берген. Біле білсек, сол Күлтегін деген жазбаны біз өзіміз оқи алмағанбыз. Тарихтан, тамырдан ажырау деген осы. Бізге бельгиялық ғалымдар жақында ғана осы мәтінін ашып берді. Енді соны оқиықшы дейтін, немесе соған пропаганда жасайтын, және идеологиялық құндылық ретінде көрсетуге бізге не кедергі? Таптаурын, өзгергісі келмейтін, жаңарғысы келмейтін түсініктер, идеологиялар кедергі болып отыр. Бізде жалпы рун тамғаларын оқитын специалист жоқ қой деймін. Мамандар бар. Бар ма қазір? Бірақ бұрын бір шведтер в основном сондай болатын. Қазір мамандар бар, бірақ әр табылғанды оқи беретін кез келген елде ғалымдар жоқ. Кез келген елде бар деп айтуға келмейді. Оның қиындығы бар, оның механизмі қалай жасалады, оның логикасы не, оны таңбалауды, нені таңбалап тұрған түсіну керек. Ол жалпы жазу ма деген түсінікті түсініп алу керек. Ол жалпы бір сызба шығар, ол бір нәрсені көрсеткісі келген шығар деген сияқты. Оның бәрін танудың өзі өнері бар, өзі ғылым, ол ғылым саласы. Соған қараймыз. Бірақ өкініштісі біз өзіміз соны қазір оқымаймыз ше. Біз кешіріңіз әрине, біз өз қызын өлтірген, өз қызын көмген арабтар, жахилия дәуірі, сауатсыздық болған заман дейді. Жоқ, қазақтарда ондай болған жоқ. Қазақтар ешқашан жахил болған жоқ. Қазақтар өзінің дәуірінде жаңашыл болып отырды. Но өкініштісі қазір біз дамушы мемлекет, біз дамушы елдер қатарындамыз деген сияқты айтамыз, бір дипломатияны айтқымыз келеді, саясатты айтқымыз келеді, бірақ өкініштісі біз бұрынғыдай жаңашылдыққа құмартып, соны идеология қылып алып отырмағанбыз. Қазір отырмаймыз. Бізге қазір не керек? Бізге таптаурын бір көсем керек болды. Бізге бір мессия керек, құтқарушы. Бізге бір мәселеңді кредитіңді жауап беретін, немесе басқаны мәселеңді шешіп беретін біреу керек. Бір нақты жолды көрсете салу керек болды. Бір анау бар, болды. Соған сендік, давай. Біз мына жақта өзіміз шайымызды ішіп отыра берейік. Мысалы, ондай дүние, ондай қалыптасып қойған қоғамнан ондай шықпайды, мықтылық шықпайды ол жерде. Сөз бар ғой бір. Мықты адамдар жақсы өмірді алып келеді. Жақсы өмір нашар еркектерді алып келеді. Әлсіз еркектердің алып келгенінен не туады? Қайтадан мықтылар туады. Сөйтіп круговорот осылай айналып келіп отырмыз. Мүмкін бұл біздің циклдық дамуымыздың кешеуілдеуі шығар деп сенгің келеді енді. Бұл да сенім да. Қазір енді оның қайсысындамыз? Әлсіз қоғамдамыз ба, әлде мықты қоғамдамыз ба? Әлемге қарайық, айналаға қарайық. Әлеуметтік желіге телміріп қалған қазақ, оны кім жасады? Мета, Марк Цукерберг, еврей. Яхуди ма жоқ па білмей, бірақ Нью-Йорктың еврейлерінің баласы. Бүкіл әлеуметтік желіге қатысты не біз емес,
біздің Азия халықтары емес, басқалар, өзгелер. ақш-тан, батыстан, мына жақта Қытайдан TikTok шықты. Міне Қытайдың өзінің енді династиялық даму кезеңінен бері қарай көрмегені жоқ, көргені де көп. Енді айтсаңыз, олар қазір өркениетке ілесіп кетті. Бір жағынан оларға мүмкіндік климат, геосаяси жағдай әсер етті. Бір жағынан көптік әсер етті. Сол сияқты факторлар бар. Мысалға жапондар қалай дамыды десеңіз, бұл кәдімгі ақш-тың форпосты болды. ақш-тың оңтүстік Корея емес, солтүстік Корея соғысқан кездегі бір дамылдап тұратын әскери пункті болды. Оңтүстік Жапония соған керек болды. Қарап отырсаңыз, қазақта менің ойымша бір дамымау деген сияқты түсініктерді қазір біз енді не болып жатқанын, әлемде не болып жатқанын қарап жатқан, енді есейіп жатқан, психологқа баруды енді тісті тазалауды, тісті стоматологқа дер кезінде көрсетуді енді есейіп түсініп жатқан заман. Бұл қазақтың қазіргі кезі да. Бір сол күйде тіпті біз өзіміздің дініміз қайсы, үніміз қайсы, арман, мұрат, құштарлығымыз қайсы енді таңдайтын заман. 35 жастан енді асып отырмын. Сіздің айтқан әңгімеңіз кішкене ой тудырып отырды. Не себеп деген. Қазір ойланып отырмын, менің ойымша бір идеологияның әсері бар сияқты да, мысалы, коммунизм идеологиясында болып қалдық. Енді мысал ретінде алсақ, екі Корея. Қазақтар бір таланты жоқ, жалқау халық дейін десең, жаңағы мысалмен ойлануға болады. Екі Корея, оңтүстік, солтүстік. Мәдениеті бір, тарихы бір, қаны бір. Бірақ біреуі өркениетті ел, біреуі бір жағы демократиялық, батыстық, капиталистік идеологияны алды, бір жағы коммунистік идеологияны алды. Біз көбіне солтүстік Кореямен салыстырған кезде оңтүстік Кореяны бір демократияға жақын болғаннан кейін оны бір ақш сияқты немесе Еуропа елдері сияқты сондай өркениеттен шыққандар деп ойлап қаламыз ше. Дамып кеткен деп па? Бәрібір технологиясы дамып жатыр. Азиатский тигр мысалы. Біз ғой солай атайтын. Оны неге қарай атаймыз? Ол бизнес модельдері, проекттері, инвестиция тарту, соған қараймыз да. Бірақ ол халықтың өзінің менталитеті. Тура сондай ма? Қазір кім қандай халыққа барда америкалық немесе дамып кеткен кез келген батыс елдерінің билігін қойып қой, тура сол деңгейде дамыталады. Бірақ мәселе Корейлерде қаншама жемқор президент сотталды. Кейінгі президенті тіпті мәңгілікке сотталды өмір бойына. Жақында ғана бір жаңалық шықты, тағы 30 жыл қосып беріпті. Яғни өмір бойы сотталады, бірақ 30 жылға тағы да. Бірақ бұл өркениетке халық өзі араласып отыр ма деген сұрақ туындатады. Өркениетке не жатады? Мысалға мен жақсы айта салайын. Голливуд. Голливудтың құндылықтарын, олар нені жақсы, нені жаман деген моральдық нормаларды, этикалық нормаларды әлемге қалай таратты? 90 жылдары не шықты бізде? Боевик дейді, атыс шабыс төбелес, бір өзі жүріп, қара не жағып, жағып алып, бір армияны қырып тастау. Ол кезде билікке сол Ауғанстанға, сол кездегі Таиландқа, Тайвань деп сол елдердегі соғысып жүрген әскерилерге қандай да бір салмақ беру болды да бастысы. Олар өздерін қоғам тарапынан бір соған келісім. Олар өздерін бір айдалада барлық батыс құндылығынан бас тартып, қазір орманның ішінде, джунглидің ішінде бірде мачетемен жыланды шауып, бірде мачетемен қарсыласын шауып жүрген біреу болып көрінгісі келмеді. Олар оны романтизациялауға тырысты. Героизация болды. Яғни 90 жылдары біз сол өзінің ішкі қоғамына адрестелген фильмді біз қабылдап алдық та, әлем қабылдап алды. Жан-Клод Ван Дам жеңіліп жатып жеңіп кете береді. Біз соны қабылдап алдық та, біз соны құндылықты біздің құндылық екен деп жүрміз да. Секіріп айналып тебуді мысалға бала кезде жарайды. Бірақ есейгенде нені түсіндік? Есейгенде біздің өзіміздің батырлық эпостарымыз бар екен, жыр-жыраулардың айтып кеткені бар екен. Соны таңнан таңға ұрып тұрып айтатын мықты батырлық мінезді болмысты насихаттау керек еді ғой бізге. Біз оны насихаттамадық бірақ.
біз алдықта жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім деп абайдың екі үш өлең шумағын қойып қоямыз, соны жатта дейді, жаттайды, естіп құптау қабілетін білет, болды, ары қарай жоқ. Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас дейді де, болды, ары қарай оқымайды. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп дейді. Дінде адамзаттың бәрін сүюге бола ма? Шайтан иектеген, шайтанның артынан жүріп кеткендерді сен Кафирун сүресін оқуға кеңес беремін жалпы. Қалай сүю? Бір емес. Иә. Енді қарасаңшы, ол сүю деген басқа мағына, сен түсінбейсің деп айтады. Сендегі түсінікті құндылықтарды, моральдық этикалық нормаларды жойып барып, мынау дұрыс деген дұрыс па, әлде саған тікелей мінекей, жауабы мінекей деп айтқан дұрыс па? Бірінші нұсқаны көбіне молдекеңдер таңдайды. Қазір қоғамда мен айтып қалсам, трец деген желі бар. Сонда мен алдында санап көріп отырмын, молдекеңдер қазақтың құндылығы туралы айтып келген, және оны жоққа шығарып келген, және жоққа шығарып жалғастырып та келе жатыр екен. Көкпарды сахабалар ойнаған деген кезде, көкпарды солайша біз арабтардан үйреніп біз деген кезде, менің арқам қозып ана жерде отыра алмадым. Экспорттадық дейді осыны. Импорттадық дейді ғой. Импорттадық дейді. Жоқ, ол қалай? Ол даланың ойыны ғой, ол көкпарды. Енді ол жағына жауап жоқ қой. Түйемен ойнады ма? Сахабалар ойнады деді, болды. Осы сөзді алды, болды, көкпарды сол жақтан алып біз. Одан кейін тағы бір идеологтар бар біздің елде. Қазақтың құйрық бауыр асатуын, қазақтың сүйінші сұрауын, қазақтың көрімдік сұрауын әзіреті Әлиден екен. Әли араб. Қазақтың өзінде болмаған екен бұндай құндылық. Бұның бәрін біз алдыртқан екен біз о жақтан. Импорт болып келген екен деді. Мынау сұмдық нәрсе емес па? Одан кейін келеді, шеше деген қазақтың түсінігінде негізінен сіздер түсініп жүргендей емес, ол негізінен баласын тастап кеткен көкек ананы шеше деп атаған дейді. Сол оған дәлел ретінде, аргумент ретінде не айтады? Шешеден боқтайды ғой, білесіздер ма дейді. Сен батысқа барып көргенсің бе деп сұраған келеді. Олар ана деген сөзді айтып отыр ма? Ана деп айтыңдар, шеше деп айтпаңдар деген түсінік қой. Кейбіреулер апан деп қолдайды, апа деп те қолдайды мысалы. Қолданады. Кеше ғана шықты, қазақты бөлек жерлеңдер деп. Қазақтарды дініне қарай бөлектеп жерлеңдер. Әрдайым сөйткен деп. Біз қауым болып жерленгенбіз. Қазақ қауым болып жерленеді. Ешқандай араб келіп, мына дін анандай, мына дін анандай, сол діннің шариға үкімімен жүресің десе, біз сұрайықшы, біз шариға елмен жүреміз бе, әлде конституциямен жүреміз бе? Осы 1 шілдеде өзгеріп жатыр конституциямыз. Қайсымен жүреміз? Меніңше біз конституциямен жүреміз. Неге сіз шариғатты бүкіл қазаққа таңғыңыз келеді? Бүкіл қазақстандыққа неге таңғыңыз келеді? Біз теократиялық мемлекет емеспіз ғой. Иә, біз теократиялық емеспіз, еш. Тіпті мұсылмандармен сөйлесе келе, көбі мойындайды. Бір тап-таза теп-тегіс теократиялық мемлекет болып отырған мемлекет жоқ деп. Шияларды, шииттерді, яғни Иранды айтайын десем, олар біздің ағымда емес. Иә. Олар шия. Сауд Арабиясын айтады, сәләфи көбі. Басшыларының өзі, үкім берушілердің өзі. Енді теократиялық билік болса, онда айтыңыздар. Онда сахи хадистеріңізде кездесетіндей пайғамбардың несі? Құрайшиттер тайпасы басқару керек па? Құрайшиттер тайпасы басқару керек, халифат бойынша, жалпы. Енді түсініп отқан шығарсыздар, суфизм деген қалай шыққан? Түріктер билікке келген кезде арабтарды марионетка ретінде қолданып, олар құрайшит болған соң ғана бастапқыда солай қойып отырамыз, өзіміз сыртқы мүдде арқылы іштен ғана жасырын басқарып отырамыз деген. Бірақ кейін одан не шықты? Ойбай, одан кейін орталық Азияда хандық, ана жақта Осман империясында өзбектердің, түріктердің басқандай басшылары ешқандай да халифаттық басқару емес. Қазір тіпті Сауд Арабиясын король басқарады. Қалайша бұл? Қайсын шариғат елі деп айта аласыздар? Сосын бізде бір таңғаларлық нәрсе бар. Шариғат деген ол билігің саған намаз оқуға кедергі болмаса болды ғой, шариғат қой дейді. Жоқ. Бұл шариғат емес, өкініштісі. Шариғат сол болса, мен оны қолдайтын едім. Бірақ шариғат ол өзіндік басқару жүйесі бар. Бір ғана арабтың тайпасына
хурашидтерге билікті беріп қоятын. Ол тіпті ашық невере көрсетсе ғана оған ашық құдайға сенбеушілігін ашық айтпаса ғана оған қарсы шығасың, айтса ғана қарсы шығасың, айтпаса ондай элементі болмаса ол кім болса да, тіпті арсыз біреу болса да қарсы шығамайды екенсің. Білесіздер ғой, хадисте айтылады, басшыға қарсы шықпа. Патша деген Алланың сендерге қойып берген адамы, жердегі көлеңкесі. Міне басшылыққа сол керек, билікке сондай керек. Жалпы бұл көп діндердің бір ерекшелігі. Өкініштісі сол ғой. Фараондар заманынан. Иә, перғауындар заманынан өздерін тіпті құдайдың баласы немесе құдай болуға ұмтылатын деген сияқты түсініктер. Мысалға айтпесе Қытайда немесе тіпті мына моңғолдардың өзінде адам өлген кезде онымен бірге жылқыларын, онымен бірге адамдарын, құлдарын бірге жерлеу деген сұмдық қой мысалы. Әйелдерін. Соншалықты қорқу, соншалықты немесе сол жаққа дайын болып баруға деген сенімі соншалықты болғаны, оның бәрі кезіндегі түсініктер. Маған Құрандағы бір сөз таңғалдырады. Әлі күнге есімнен шықпайды. Сол заманның адамдары это же легенды древних народов деп айтқан. Неге өйтіп айтты? Таңғалатын нәрсе емес па? Сөйтсек, Ескендір Зұлқарнайын деген адам жүр. Ол деген негізі тарихи деректерден қарасаңыздар, ол нағыз жаңағы пұтқа табынушы адам болған. Бірақ оны Александр Македонский емес деп шықты кейінгілер. Бірақ қалай олай емес болып шығады егер жаңа Зұлқарнайын дегеннің өзі жаңа екі двуроги деген, екі мүйізді дегені. Бірақ оны басқаша тәпсірлейді, жауап естідім мұсылмандардан. Онда әділін айтайық дегенім ғой енді. Олардың да жауабы бар, исламда бәріне жауап бар дегендей. Олар айтады, екі мүйізді деген емес, ол екі құдіреті бар деген сөз дейді. Сөйтіп тәпсірлейді екен. Яғни ол Александр Македонскийге ешқандай қатысы жоқ. Біздің Ескендір Зұлқарнайын ол мұсылман, солай қабылдаңыздар деген сияқты. Ол деген Алланың жолында жүрген, сондықтан ол неше түрлі халықтармен кездескен, күннің лай суға батып бара жатқанын көрген деген сияқты түсініктерді сол заманда айтып кеткен екен. Тағы да бір қызық тұстар, Юсуф деген пайғамбар болған, кезінде тіпті құлдыққа сатылып кеткен екен. Біздің заманымыздан бұрын 16-17 ма? 16-17 ғасыр. Біздің заманымыздан бұрын. Құранда жазылып тұр, дирхемге сатылған деп. Дирхемге сатылған деген қалай? Динар деген мысалға айтылады. Динар біздің заманымыздан бұрынғы динариум деген сөз. Валюта ма сол кезде? Валюта біздің заманымыздан бұрынғы 101 жылы. Жақсы. Біздің заманымыздан бұрынғы 200 жыл. Бірақ ешқалай 17-16 ғасыр емес. Ал дирхам мүлдем басқа. Дирхам деген 6-7 ғасыр шыққан. Ақша, валюта ретінде. Ол Құранда қалай жүр? Мен соған таңғалдым да. Не үшін айтып отырмын? Мен осындайды сұрақ қоямын ғой. Диссонанс туады. Иә, диссонанс туады. Яғни мен қазақпын. Бір жатқан қазақ халқы, елі келеді. Дінің мынау дейді. Ата бабаң осыны ұстанған дейді. Мен ата бабамды қарайлаймын. Ешқайсысы домбыра харам деген жоқ. Ешқайсысы қара түсті иттерді өлтіріңдер, олар шайтан деген жоқ. Шоқан Уәлиханов айтады, Магометтің кім екенін білмейтін халық дейді. Қазақ халқын айтады. Этнограф қой. Сол үшін жек көрушілік басым болады. Шоқан этнограф, тарихшы, бірақ Шоқанды имам деп жүргендер бар бізде қазір. Абайды бір тура сол Бағауи, Құртуби, Табари, немесе Ибн Касир сияқты бір үлкен шейх, ғұлама қылып тастаған Абайды да, Шәкәрімді де. Шәкәрім жазады, сен оған молда таңғалма, пұтқа табынушы болса, ол өзі бейіске барады, сен қаласың, қалатын жеріңде дейді. Мен енді жатқа білмеймін, оқып көріңіздер. Абайдікін жаңа айттым, 28-ші қара сөзін айттым. Қадар мәселесінде келіспеген екен, тағдыр мәселесінде жақсы. Абайдың өзі солай келіспеген екен. Абайда өзінше ұстанған екен. Біз де өзімізше болайық. Егер біз ата бабамыз исламда болды екен, дінде болды екен деп келісе кетсек, онда бізге ми не үшін берілген? Конформизммен жүре берейік онда. Оның алдында ата бабамыз тәңірлік дүниетанымда бір сұраққа келдік та. Сыни ойлау. Айналып келдік. Критикалық мышление. Демек, ойланба, күмәнданба, оның бәрі сайтаннан деген кезде, мен осыдан күмәнданып қаламын. Қалайша? Демек, Құдай адамға
ми береді бірақ оны қолданба дейді. шектеу. Бұл жерде бірдеңе дұрыс емес ау деген сияқты бір мен болады ғой көзін бүйтіп сығырайып тұрады бірдеңе дұрыс емес сияқты қалай ойлайсыздар дегендей. Жақсы, енді қазір енді дін тақырыбынан төңірегінен шықпай тұра тұрайық, енді сұрағымды қойып алайын осы жерде жүрген кезде. Мына жастар арасында қазір енді дінге деген қызығушылық та бар, мысалы көп байқалады ғой, ораза ұстап жатады, мешітте де мысалы жұмада жамағат болып көп оқып жатады, жақсы былай. Енді бұл қалай рухани ізденіс пе әлде бір басқа мәселе деп ойлайсыз ба, өз пікіріңіз қандай? Иесін іздейді дейді ғой, шәкәрім сол өлеңінде айтады. Иесін іздейді. Жан жоқ дегендерге жан бар екеніне аргументтер айтып, атеистер жан жоқ дейді ғой енді. Сол сияқты түсінігінде айтады, иесін іздейді дейді. Ол адамның фитрасында дейді ислам бойынша. Менің ойымша фитра деп айтып отырғаны ол неге деген сұраққа жауап іздеуінде адам. Және біздің қоғамда егер дінге деген көзқарас жоғары бір құлшыныс артып, ойбай ораза ұстайық деген сияқты трендтер, тенденциялар болса уақытша. Өкініштісі. Себебі адам біріншіге дінге келеді, иман туралы айтылады, болды. Сол жерден бастап ары қарай сен білім алмайсың. Сен ары қарай молдекеңдерге тақлид етесің. Тақлид деген соқыр еру, көзсіз еру, иман келтіру. Кейбір ағымдарында тіпті тақлидтің жауапкершілігі сол сен ерген ұстазға жүктеледі дейді. Бірақ мен бұны түсінбеймін. Менің өз ойым бойынша ешкімнің күнәсін арқаламайды. Бұл Құранда жазылып тұр. Енді бірақ жаңағындай ғой, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Яғни иман, сенім деп біз тек қана бір мағыналық реңктерді өзгертіп алғанбыз. Қазақ қоғамында біреу дінге келіпті десе, тәубесіне келіпті, шүкіршілік танытады екен деген адамның бір көркем мінезін айтатын болған. Мынау дінсіз болса, ол бірден жаман, моралі төмен, жауапкершілігі жоқ, алдайтын, мінезі қатқыл, алаяқтығы бар, негатив айтатын біреу болып шыға келеді. Бұл мағыналық реңктің ауысуы ғана. Сөздің әрбір қоғамда, әрбір трендке, ситуацияға байланысты мағынасының өзгеруі. Қазақ жастарының дінге сенуі, дінге еруі, бұл рухани әлеммен көбірек жақындығы. Бірақ бұл теократтық дейді, басқа дейді, технологияға қызығу, мен өзімді тіпті трансгуманизм деп атаймын кейде. Трансгуманизмнің негізгі түпкі мағынасы шексіз өмір сүруге ұмтылу ғой. Адамның ұзақ уақыт өмір сүруіне технология арқылы келу. Оған тіпті оның бастауында дәрі-дәрмек, медицина жатыр. Генетика жатыр оның бастауында. Солай эволюцияға ұшырап, біздің ғылымда солай жеткізеді деп ойлаймыз ғой. Бірақ осы тұста әлем, ғылым, білім, өркениет, адамдарға әсер ету, ықпал ету, бақылау, басшылық ету, сондайға қызығып жатқан кезде, біз бұның бәрі дүнияуи, бұның бәрі өткінші, бұның бәрі жалған өмір ғой деген сияқты түсінікпен, негізгі өмір ана жақта деген түсінікпен дінге аса көп акцент беріп қоюымыз сияқты да. Сен онда бұл өмірде жеңілесің. Сен онда бұл өмірде әл ауқатың аз болады, байлығың болмайды. Ешкім саған бірде-бір діншіл айтпайды, кедей бола бер деп. Бірақ анау садақа бер. Садақа бермесең, сен деген тозақта жанасың деген сияқты түсінікке апаратын, өз-өзін кінәлі қылып сезіндіретін жарнама сондайларға ілесіп кетеді. Мысалға өздеріңіз көріп жүрген шығарсыздар, TikTokта, Instagramда сондай жарнамалар айтып тұр. Мына мороженое дейді, балмұздақты көрсетеді, 700 теңге тұрады. Мынау кірпіш қалап беруімен 101 бәле теңге тұрады. Мынау мәңгілігіңе, мынау уақытша. Яғни сен тіпті өзіңе қиып, бір балмұздақ жейінші десең де өзіңді кінәлі санайтын деңгейге жетесің. Ал сен балмұздақтың қасында қымбат көлік алшы. Қымбат көлікке тіпті сен өзіңді кінәлап, мына қоғамдағы құндылықтың бәрі ана жаққа кетіп бара жатыр. Бәрі о дүниедегі шын өмірге, реал өмірге кетіп бара жатыр. Мен мына жақта мүлкіме қызығып, дүниелерге қызығып жүрмін деген түсінікте қалады.
адам демек дінге келдім екен деп молдекеңнің айтқанымен емес, өзіңді бір кішкене иммунитетімен өзінің жаңағы бай болу, әл ауқат болсын, басқа болсын, рухты болайын, қазақтың болмысынан айырылмайын, дәстүрінен айырылмайын деген сияқты түсініктермен өмір сүруі екінші планға қалып қояды. Бұл өте қауіпті. Біз қазір қазақтың мінезі қандай десе түсінбейміз. Қазақтың жас баласының портреті қандай? Айтыңыздаршы. Өте қиын сипаттауға. Айтыңыздаршы, қазақ баласының, қазақ жастарының портреті қандай? Жақсы, мен бастап берейін. Таңертең дизи, немесе бір энергетикалық сусын. TikTok, Instagram. TikTok, Instagram'нан шықпайды. Кітап. Намаз оқи ма, оқымай ма? Қызығушылық артуда. Мұсылман ба, жоқ па? Мұсылман. Тақиялы ма, тақиясыз ба? Көрдіңіздер, қиын негізі. Бір қазақ жастарының бір ыңғай бейнесі, жиынтық кейіпкерін жасау қиын. Бұл қоғамның разрозненный дейді, қоғамның өзін тануында, өзін танымайды деген сөз. Өзін танымында проблемасы бар. Яғни біз кімбіз? Қазақ жасы, бойы биік, өзі ақшыл келген, өзіне қарайтын, сапалы білім алған, ешкіммен айтыспайтын, сауатты сөйлесетін, өте салмақты, бір жаңашыл, жаңа бағытқа құлақ асуға, біреуді тыңдауға дайын бір жасты айта аламыз. Болды. Одан артықтың барлығы әкетеді. Ол намаз оқиды, оқымайды, ол анау ақын жырауларды білет, білмейді, домбыра шерте алады, шерте алмайды. Міне осындай құндылықтардың арасында жүр. Мына мен мысалы айталар едім, қазір қазақтардың ішінде, жастардың ішінде проблемасы өзін бірінші кезекте танымайды, екінші кезекте әлемнің қандай екенін білмейді, үшінші кезекте инфантилистік көзқараста әлі жүр. Бұдан шығуға оның өнерге қызығушылығы, там-тұмдап болса да жинаған білімдері, алған тәжірибесі, содан дұрыс тұжырым жасай білуі, ешкімді дініне немесе жындысына, басқасына қарамай, дүние танымына қарамай жамандамауға, негатив айтпауға, сыйласуға болады. Айттым ғой, бірлік деген нәрсе, әдетте сол туралы, дін туралы сөйлесіп отырғанымызда айтады. Сендер қайдан шыққан білесіңдер, Израильден ақша аласыңдар, Ресейден ақша аласыңдар, біреулер келді Қытайдан ақша аласыңдар, агентсіңдер деп. Мен айтам, сонда бәріміз бірдей, бірлік болуы үшін қазақтардың бәрі бірдей діни наным сенімде болуға тиіс пе? Немесе бәрі бірдей саяси жүйені қолдауы керек пе? Бұл да тура осы. Немесе барлығы бірдей центрист, немесе барлығы бірдей республиканец, немесе демократ сияқты солақай, оңқай деп жүреміз бе? Жоқ, бірлік деген әртүрлі көзқарастағы адамдардың ортақ мүддеге, мемлекетшілдік мүддеге, ұлттық мүддеге тоғыса алуы емес пе еді? Бізді солай үйретті емес пе негізі? Біз одан қазір ажырап бара жатқан сияқтымыз. Әсіресе 2000 жылдардан бастап бізде сопылық болды, сәләфиттік ағымдар келді, домбыраңа, құндылықтарыңа, тіпті беташарда бас игеніне бір Аллаға ғана бас иеміз деген түсініктерді айта бастады. Ешкім ата-ананы Құдай көріп тұрған жоқ қой, енді соны түсінуге бір ми керек па соншалықты деп таңғалдым. Бірақ олардікі пайғамбар айтты, Алла айтты, немесе менің Құдайым айтты, басқа бір діндегілер айтты, болды. Сонымен шектеледі екен. Осы түсінік. Бұндай мәселе тек сол бір діннің аясында ма, жалпы әлде басқа діндерде де бар проблема ма? Иә, бар проблема ғой негізі. Проблема ғой, адам бәрі. Иә, иррационалдық категорияға, яғни сезім мүшелеріңмен, оймен түсінетін, соған келетін категориядағы элементтің бәрі схоластика туғызады. Ол бір құндылықты алып жуып шаю, ол құндылықты алып өзгертуге тырысу, ол құндылықты саған ұнамаса оның бәрін мансұқтау, ол құндылықпен басқаша эксперимент жасау. Мысалы осындай дүниелер, бұл сенің атадан балаға келе жатқан аманатқа қиянат етпе деп, тарихқа қиянат жасама деп тәрбиелеген біздің қазақтың түсінігінде біз өзіміздің тарихты біреуге былғатып немесе мансұқтатып қойғанымыз қате болады да. Христианствода мысалға басқаша тәпсірлейтіндер бар ғой енді, бірақ есім ауыстырады. Адамның есім ауыстырады. Мысалы Иван,
славяндар ондай емес еді ғой негізі. Иван емес еді ғой. Йоханнадан шыққан ғой негізі Иванның өзі. Сол сияқты тіпті атыңды ауыстырады. Тіпті сенің салтыңды ауыстырады. Басқалардың бәрі язычники. Ол жақта да проблема бар. Бірақ ол бізге етене жақын болмағаннан кейін, ол бізге проблема туғызып тұрмағаннан кейін, біз ол туралы көп талқыламаймыз. Ол өзекті емес дәл қазіргі уақытта. Бірақ олардың сенімін, исламды қалай сыйласам, оларды да тура солай сыйлаймын. Біреудікі проблема көбірек, біреудікі азырақ десек, ол діндердің арасында кішкене бір араздық туғызуға кетіп қалатын сияқты. Ол бізде қылмыстық кодексте жазасы бар, нақты діни араздық, алауыздық қоздыру. 174-ші бап. 174-ші бап, иә. Сосын бірақ 174-ші бап екен деп, бұл тек қана дінге сенбейтіндерге арналған деген түсінікте қалыптасып қойған да бізде. Ең жаманы осы да. Негізінен бір діннің басқа дін өкілдеріне қарағанда, немесе дінсіздерге қарағанда исключительностін, яғни оның артықшылығын насихат етпеу керек. Бұл алауыздық содан шығады көбіне. Көбіне сол баппен өздеріңіз қараңыздаршы практикада, мен журналист болғаннан бақылаймын. Сөйтсек ол діни алауыздықты қоздыру, ол көбінесе дін өкілдерінен. Бірақ бұл соған тән, бұған дін кінәлі деген сөз емес. Бұл адамдардың кінәсі. Адамның кінәсі үшін дінді кінәлау дұрыс емес. Біз дін туралы сөйлесетін болсақ, оның доктринасын, Құран, негізгі сахих хадистеріне соларға жүгінеміз. Дұрыс қой, бірақ мысалға мен мынандай тарихты айта алмаймын. Қазір қоғамның алдына шығып, мынандай тарихты айтуыма болар еді. Наршахи деген арабтың ғалымы бар, Бируни бар. Солар келеді екенде, Кутайба деген арабтың шапқыншысы, қолбасшысы, Орта Азия халықтарына келеді екенде, ол кезде түркістандықтар дейді, осы Орта Азиядағы халықтарды, оларды қырып жояды екен. Еркегін өлтіреді екен, әйелдерін күң қылады екен, балаларын құлдыққа береді екен, сөйтіп құл қылып алып кетеді екен тәуір шығысқа. Бейбарыс солай барған жоқ па еді? Мысалы. Енді ойланып қарасаңыздар, осы тарихты айту үшін сен исламофоб болуың керек екен да. Сөйтсек ол мен емес тіпті айтқан. Оны Наршахи мен Бируни айтады. Оны арабтың тарихшылары бар. Мысалға, кім айтады? Табари. Табаридің «История пророков и царей» деген еңбегінде осы нәрсе айтылған. Енді осыны міне өз тарихтарыңызда біз оны тек қана оқып отырмыз. Былай қарасаңыз тек тарихи факт да. Бұл жай ғана тарихи факт. Бірақ оны айтсаң, сен дінге қарсы шығушы болып қаласың. Сөйтеді бізге пропаганда айтқысы келеді. Жоқ, бізге дін деген бейбіт келген, керемет келген діннің бірнеше келуі болған. Қарағанидтер 960 жылмен, 940 жылмен нақты емес. Ойлап қарасаңыздар, ол кезде қабылдайды, ол ешкім күштеген жоқ. Бірақ ол қалай келді дін? Ол кездегі дін қандай еді? Сопылық дін қандай еді? Орта ғасырларда бері қарай келді. Ол қалай түсіндірілді? Мен тіпті бір сопымен пайғамбар артық па? Яссауи артық па деген сұрақты біреу қойғанында, мен үшін сопы Яссауи артық деген адамдарды кездестіргем. Алланың елшісіне қарағанда сопы артық болып шыққан екен. Яссауи. Мен түсінбеймін осы түсініктерді. Енді осындай сопылықтағы дүниелерді біздің дін деп қазіргі Абу Ханифа, Ханафи мәзхабындағы, Матруди сеніміндегі, ақидасындағы адамдар айтып отырған кезде мен таңғаламын. Сен ата-бабаң ондайға сенген жоқ қой? Сенің ата-бабаң мүлдем басқаша сенді ғой. Тіпті көк тәңірді қайдан білеміз біз? Тәңірлік деген қазір ақпараттық науқан жүріп жатыр. Тәңірлік дүние танымға тіл тигізу және оны мазақ ету, қаралау. Жақтым күйе, жаптым жала саясаты жүріп жатыр біздің елде. Тәңірлік дүние таным деген не десе, қазақтың өзін көрсету керек. Болмысын көрсету керек, мінезін көрсету керек та. Ол неге олай? Себебі бұл дүниенің жұмбағын шешуге деген талпыныс сол өзекті кезінде. Мысалға қараңыздар, ғылымдағы методология 18 ғасырдың ортасында қалыптасқан. Айтамыз ғой, анализ жасау, модельдеу, салыстыру, салғастыру, осының бәрі 18 ғасырда қалыптасқан. Оған дейін әркім өзінше зерттеу жүргізеді. Әлемді тануға деген талпынысын жүргізеді. Ал біздің заманымыздан бері келе жатқан түсініктерде, дүние танымында тәңірлік ілімі
бұл жаңашылдыққа ұмтылу. Мына қазақтың не нәрсені жаман дейді, не нәрсені жақсы дейтіні, ол тәңірлік ілім. Ол құдайлық сипат емес ол. Ой, көк тәңірі, біз тәңіріге құдай деп сенеміз, болды, соған жалбарынуымыз керек деген сияқты түсінік емес. Ол қазақтың мына әлемді тануға деген талпынысы ғана. Сол процесті біз тәңірлік дүниетаным дейміз. Бірақ оларды философиялық бағытты біз өзімізге тән бағытты, өз мінезімізден шыққан бағыт. Біз діннің призмасымен қараймыз да, бұлар деген мушрик, немесе сектант, жақында ғана шыққан дүние. Жақында ғана бір тиктоктан видео көріп қалдым. Ашықтан ашық бір жігіт айтады: ой, осындай бір тарихи дерек бар екен, орыстың патшалығы кезінде қазақтарға тәңірлікті қайтарайық, себебі сол тәңірлікті сосын жою оңай, сол себептен исламын бұлардың құртамыз деген түсінікті айтқан дейді. Яғни тәңірлікті орыс патшалығы жасап берген деген түсінікті айтып отыр. Жоқ, мәселе одай емес қой. Мәселе мынада еді: бір дінде отырған адамдарға өзінде бар, ана күнделік жазған этнограф ғалымдар тұр ғой, өзінде бар тағы бір өзінің төл түсінігі тәңірлік дегені бар еді. Соны шығарайық, сөйтіп екеуі бір-бірімен араздассын деп айтып отыр. Ол тәңірлік жаман, тәңірлік жақында шыққан деген түсінік емес ол. Ол жерде екі бірдей құдайға қатысты көзқарас, өмірге қатысты көзқарастарды бір-біріне қарсы қояйық. Сөйтіп бұл қазақтарды сөйтіп бірізді қылмайық, немесе бірдей болмысты қылмайық. Бір-бірін жек көріп жүрсін. Поляризацияның нағыз өзі. Бөліп алда билей бер саясаты сол еді. Бірақ бұл ешқашан тәңірлікті жаман деген түсінік емес еді ғой бұл жерде. Ойлап қарасаңыздар. Бірақ бізде тәңірлікке қатысты жаушылық, жаугершілік, өшпенділік тілі әлі қолданылып жатыр. Қазір бір сондай қоғамда конфликт бар сияқты. Әрине бар, конфликт бар. Бірақ оны шешуге атсалысу керек. Ол үшін сөйлесу керек, талқылау керек. Мысалы, екі тараптан да мысалы бір-бірін қатты бір сынап, бір-біріне қатты ауыр сөздер айтып, мысалы жаңағы айтып отырық. Біз енді зайырлы мемлекетте тұрамыз, конституция бәріне бірдей мүмкіндік береді, бірдей құқық береді. Бірақ жаңағыдай кәдімгі конфликт кішкене бара-бара өршіп бара жатқан сияқты. Ол не себеп болған мысалы? Себеп былай. Бізге қаншалықты ашық айтуға болатынын білмеймін. Бізге Мысырдан молдакеңдер оқып келіп жатыр. Білім алып келіп жатыр. Ғұлама деңгейіне көтеріліп жатыр. Ол кісілер діннің негізін алып келіп жатыр. Дін қандай? Және солай қазақтың құндылығы, қазақтың өзінің байырдан келе жатқан төл түсініктерімен кей сәтте шайқас туғызатындай деңгейге алып келеді. Міне осы процесті қазір бастан өткеріп жатырмыз. Көрдіңіз? Яғни әруақтан медет сұрауға бола ма деген сұрақ бар. Қазақ әуелден ақ әруақ деп жауға шабады, қайтыс болған адамның атын атап абылайлап жауға шабатын болған. Енді қарасаңыздар, Абылай медет бере ме, әлде Алла медет бере ме? Алладан сұрау керек пе, Абылайдан сұрау керек пе деген сұраққа келесің. Дін тұрғысынан, Құдайдан сұрауың керек. Бірақ қазақ неге әруақтан сұрады? Бұл жерде дәстүрлі ислам дейміз ғой, біздегі түсінік бойынша әруақ арқылы Құдайдан сұрау түсінігі бар. Дінде солай айтылады. Бірақ меніңше әруақ дегені ол прагматизмдегі нәтижесі бар. Әруақ деп аттандау, соның атын еске алып, және соның есімін, соның ұранын айту оларға рух беретін болғанда. Бұл нағыз прагматизм. Ура, ура деп шабушы еді ғой мысалы, Кеңес одағында, екінші дүниежүзілік соғыста. Ал бұл жерде бізде ұран мысалға қазақ руға бөлінеді, рушылдық деген түсінік бар ғой. Жоқ, қазақ рудан құралады. Қазақ как раз таки сол рудан құралып, міне әрқайсысы өзінің руын ұмытып қалмау үшін, өзінің шырағы сөнбеу үшін, өзінің үйіндегі түтіні сөнбеу үшін, атын қалдыру үшін, өзінің ата-бабасының атын айтатын болған. Жеті атаны білу маңызды сол үшін. Айта кетейінші, біреулер айтады, жеті атаңның атын білмегендер жетесіз деп. Ол жерде не айтылып тұр? Ол жерде біреудің атын Бұлтбек, Қошқарбай, Соқтарбай айта беру емес мәселе. Мәселе олардың кім болғанын. Тану. Қандай
мұраттарымен өмір сүргенін, қандай миссиясын орындап кеткенін, қалай еліне көмектескенін, қалай еңбегі сіңгенін айтып кету негізгі міндет. Соны білсең, саған жазбаша тарихтың қажеті жоқ болып қалады. Өзінің отбасының, әулетінің, жаңағы руының тарихын, иә. Кімнен келін түсірді, кімге келін берді, кіммен құдандас құдалас болды. Оның бәрі тарих. Мынау батыс елдерінде династия тоже, мысалы. Иә. Келетін зат қой, мысалы, бір-біріне ұқсайтын зат. Жаңа жеті атаны айтып отырмыз ғой, бағана. Дипломатиялық некелер ғой көбінесе. Мысалға мен арғыннан қыз алсам, мен ол заманда арғынмен жақсы достасқым келетінінің нышаны сол болған. Символизм. Политический союз. Иә. Және ол кездегі дипломатияның деңгейін айтайын ба? Қамшы ілу деген қазақтың дәстүрі бар. Қонақ болып барады елдің адамдары. Ол не мақсатпен келдіңіз, не ағып жүрсіз демейді. Келдің ба? Төрлет. Қай жақтікі боласыз? Не боласыз? Жақсы сыйласады. Сол кезде қышып бара жатқан кезде қамшы іледі. Келесі келгенде қамшы тұрса, қызын беруге дайын. Келісім берді. Қызым өзімен сөйлеседі, анасымен сөйлеседі, құдандас ел болатын болдық, болашағымызды ойлайық деген сияқты түсініктерді сол бір ғана нышанмен, символизммен айтып кетеді. Егер қыз қарсы болып не істеп жатса, ол қамшыны келіп қайтарып қамшы орнында болмайды. Орнында болмайды. Сосын ол қамшының ілудің де өз дәстүрі болған ғой. Төмен салып барып тұрса, ол үйдің еркегі жоқ. Жинақы тұрса, ол үйдің еркегі бар деген. Үйге кірген кезде төрде қамшы ілініп тұрды ма? Үйдің иесі бар, қожайыны бар. Ер адам деген сөз, сөйлесетін, шығатын. Бізде өкінішке қарай қазір мынандай ситуация. Бір молда отырады да, анандай кішкентай немен ұрады дейді ғой. Құранда ұрыңдар, сабаңдар деген сөз бар деп жүр ғой біреулер. Соны бүйтіп тіс тазалағышпен ұрасыңдар дейді. Онымен ұрсаң, молдекең айтады. Онымен ұрсаң, ол қарамайды ғой саған дейді. Қамшыны сол үшін, ей, қасқабағыма қарап отыр деп әйеліне қаратып, іліп қойған ананы көрдің ба деп айтатындай дейді. Не деген енді білімсіздік қой мынау нағыз. Тамырдан ажыраудың нағы өзі осы ғой. Сонда қазақ қамшыны әйелге сес көрсету үшін ілген бе деген сұрақ келеді ғой. Қазақтың құндылығы қандай болған сонда? Абьюзер. Иә, нағыз абьюзер бүгінгі тілмен айтқан. Тиран. Қазақты қорлау деген сөз. Қазақтың ішінен біреу әйеліне қамшы жұмсаса, ол құпталмайтын нәрсе болған. Ол ұятты нәрсе болған. Ол туралы кез келген этнографпен сөйлесіңізші. Дәл осылай сенің құндылығыңа келіп бет албаты сөйлейтін кезде оған да бір шабуылға шыққың келеді. Айтқың келеді, ей, көке, міне сахиха дейсің. Міне пайғамбардың әйеліне басқа мұсылмандардың әйелдері келіп тұр, көк ала қойдай қылып сабағаны соншалық, өзінің киіп тұрған жасыл киімінен де терісі, денесінің терісі көгеріп кеткен, қарайып кеткен. Сондай хадис бар. Сосын бізге Күлтегінді айтып отырдық. Күлтегінді, Темірхан Медетбектің Күлтегінін қайтадан айтып берейін. Оқып отырғанымызда рухтанып кеттік. Сол кезде бір жігіт жібереді, мынаны қарашы, мына уағызда дейді. Сол уағызды ашып қалсам, бір молдалардың бірі айтады. Пайғамбар, айта берейін, өзіміз ғой. Қазақтар ғана ғой. Пайғамбар дейді, бір сахабасы болған екен. Бір сахаба ана аштық кезі туралы айтып отыр ғой негізі. Шет жаққа барып шаптырып тұрған ғой дейді. Сиіп тұрған ғой, сол кезде мынандай дыбыс шығады дейді. Сол кезде мынандай дыбыс шығып кетті дейді. Мынандай емес, мынандай. Енді ойлап қарасаңыз, не үшін дейсіз ғой? Сөйтсе ол түйенің, өліп қалған түйенің терісі екен. О деп соны алып барып, жуып, үйіне барып сорпа қылып іштік дейді. Бұл негізі жылайтын оқиға дейді. Біз ана жақта Күлтегінді оқып отырмыз. Мына жақта молдекең ал айдалаға шығып шаптырып тұрған адамның әңгімесін айтып тұр. Қайсында рух көп? Не нәрсені айтқысы келеді бізге? Қазақтың болмысына, менталитетіне, дүние танымына осындай дүниелерді айту керек па? Әлде ашаршылық бізге таң нәрсе ме? Ашаршылық кездің сұмдықтарын нәубетті біз айтпай қойық. Айтар болсаң, осыларды неге айтпайсың? Түйенің терісін сорпа қылып ішкендерді айтып отырсың ба бізге?
қазаққа айтпай ақ қойыңдар ондай нәубетті, біз сендерге 1000 есесін айтып бере аламыз, сұмдықтың көкесін. Міне осы түсініктермен келіп айтып отырсақ, мынау исламофоб. Ойлаңызшы, батыс елдерінде азшылық топтар фобия деп айтады мысалы. Ой, сен гомофобсың дейді. Жаңа гей дей ма, сондайларды, ориентациясы басқа адамдарды сен құқықтын шектеп, оларға бір өшпенділік танытып жатсаң, сен гомофоб деп аталып кетесің. Сені сосын сынайды бәрі. Тіпті елден шығарып жіберуі мүмкін делінеді. Сондай әңгіме айтылады. Енді қарасаңыздар, ислам көп елге тараған. Араб мемлекеттері лигасы бар. 22 ме, 23 пе мемлекет. Тілдері араб. Қасиетті жерлері Мекке. 2 миллиардқа жуық мұсылманбыз дейді. Біздің Қазақстанда 70%-дан астамы мұсылман. Сіздер азшылық емессіздер ғой. Бізді жай ғана өзіміздің болмысымызға, рухани құндылықтарымызға біреу дінде жоқ нәрсені айтып тиісіп қалған кезде, көке деп малакеш малдың өзі бауыздалар кезде тұяқ серпиді ғой. Біз өзіміздің құндылықты жоқтап тұяқ серпіп жатқанымызда бізге келіп исламофоб демеңіздерші деймін да. Исламофобия деген ол сен бір дін өкілдерін жек көресің деген сөз. Олардан қорқасың деген сөз. Жоқ, қорқпаймыз. Біреу мұсылман, мен онымен амандасам ғой. Мен оның тілінде ассаламағалейкум деп амандасам, уағалейкум ассалам деп оның қолына қайтарып тастамайсың ғой. Сіз онымен дос бола аласыз. Мен дос бола аламын. Дұрыс па? Мысалға, жақсы, атеист Құдайға сенбейді. Бірақ ол адамның құндылығын, адамның моралін жоққа шығарушы емес қой. Демек ол не істейді? Ол қазақтығын айтатын атеист бар. Мысалы, қазақтың моралі дұрыс деп айтатын атеист бар. Батыстың моралі дұрыс деп айтатын атеист бар. Тіпті мораль жоқ атеист бар. Міне, ойлап қарасаңыздар, құдайсыз мораль табу мәселесі өте қиыншы. Діндегі адамдарға өте қиын түсіну. Себебі ол жақта Құдай мынаны жасаңдар деп айтты, ол моральный. Мына жақта Құдай жаман деді, ол не моральный, то есть аморальный. То есть онда сен Құдайға сенбесең, онда сен бәрің аморальныйсың деген түсінікке келеміз ба сонда? Бұл қоғамды бөлудің жаңа конституциялық тұтастығымызға, территориялық тұтастығымызға, оны қойшы, тіпті адамның ой санасының тұтастығына қауіп болады да бұл. Демек біз не істеуіміз керек? Мұсылманбыз, атеистпіз, деистпіз, басқамыз, бәріміз бірге тату-тәтті өмір сүре білуіміз керек. Сіздің дінде солай жазылып тұрған тыйым, шектеу, ол сіздің дініңізде. Өтініш, сіз қоғамды араздыққа шақырмаңыз. Бізде сіздегі дүниені түсінікпен қарайық. Біздің болмысқа тиген кезде, біздің дәстүрге, құндылыққа тиген кезде, біз отырып алып қорғай алмасақ онда, малакеш малдан да төмен боламыз ау. Құранда жазылып тұр жаңа. Адасушылығы хайуан тәрізді немесе одан да адасқан дейді. Мысалы, адамға ол жерде контекст бар ғой енді, тікелей айтып тұрған жоқ. Адам ойланбай ма екен? Қайдан жаратылған? Соны ойланбай ма екен? Онда неге ол өзі Құдай көзі бар, көрмейді, құлағы бар, естімейді деп айтады. Мысалы, сол сияқты біз енді малакеш малдан да төмен боламыз егер тұяқ серпімесек. Қазақ глобализм заманында айдентикалық ерекшеліктерін ойлану керек. Қазақ не үшін қазақ? Тілі қазақ себебі, дүниетаным түсінігі қазақ, моралі қазақ, жері қазақ, елі қазақ. Міне, осы себептен қазақ. Бірақ осы дүниетаным мораліңді жоқ, бұл нәрсе біреуі ширк, біреуі харам деген түсініктермен алып тастай беретін болсақ, онда біз тура солай жұтыламыз ба деген ой бар. Бұл жерде иман мен сенім жүйесімен исламизм сияқты бір идеологияны шатастырып алмауымыз керек та. Біз дін өкілін сыйлаймыз деп саяси идеология ретінде әлдекімдер таратып жатқан сыртқы жаулардың мүмкін түсініктерін біз бейғам қарап өткізіп алармыз ба деген ой бар. Сол үшін сенде ойлануға, күмәндануға иммунитетің болу керек деген сөз. Жақсы. Ал келесі онда медиаға қатысты сұрақтардан бастайық енді. Мына қазір осы қарап отырамыз, әлеуметтік желісі бар, жаңалығы бар, басқасы бар. Көбіне неге осы эмоционалдық осындай подачасы бар материалдар кәсіби деңгейде жасалған өнімдерден бас озып жатыр? Қаралым жағынан болсын, талқылау жағынан болсын мысалы. Социологияда бар ғой.
ойланатындар үнемі азшылық болады. Бірақ тағдыр шешті шешімдердің бәрін сол азшылық шешеді. Өркениеттің қозғаушы күшін және өркениеттің өзін жасаушы азшылық деп болады. Абай айта ма, тобырда еш жоқ деп. Үнемі бар. Үнемі адамның өзіне табиғи түсінігі, ол оңай нәрсені, жеңіл нәрсені жасағысы, түсінгісі, көргісі, қалап келіп тұрады. Қалауы сол болады. Адамның психологиясында сол. Біз ондай адамның бәрін ойбай тобырсың, ойбай сен неге мынандайды көресің деп жаңа Инстаграмда қызығушылықпен жазылған дүниелердің бәріне қарсы шығу және тек қана салмақты дүние қабылдауымыз керек деген түсінікті айтсақ, бізде сол фундаменталистік діннің ар жақ бер жағындағы ойда боламыз. Бұл адамның өзіне тән нәрсе. Жеңіл нәрсе, оңай нәрсе, күлетін нәрсе. Драма көргенше комедия көрген. Иә. Яғни эмоцияны тезірек туғызатын дүние бізге тезірек дофамин гормонын беретін дүние керек. Мысалға мен не істеймін? Мен жүгіремін. Мен жүгірумен айналысам. Бір нәрсені өзім үшін жасадым. Мына қаланың қым-қуыт тіршілігінде өзімнің денсаулығыма деген уақытты арнай білдім деп өзімді бір керемет жетістік деп айтамын. Өзім үшін. Сөйтіп қуанып келем, терлеп. Тура осы нәрсе контентке де қатысты қолдануға болады. Контентте сіз көрген дүние жеңіл, бірақ ол көбірек. Бірақ сіз ұмытпауыңыз керек та, бұл өмір тек қана сол жеңілтектіктен тұрмайды, жеңіл контенттен тұрмайды. Сол себепті деп ойлаймын, менің Инстаграмда бар жоғы қанша? 26 мың ба? 26.300 оқырманыңыз бар. Әйтпесе мен қазір курс сатайыншы, немесе психолог болып, немесе басқа болып, әрі-бері жүгіріп, контент үшін түсіріп, жеңілтек тақырыптарды айта берсем, сіз дұрыс дәрет сындырып па деген сияқты бастап. Әдеп түрін айтып отырмын бірақ. Білесіздер ғой. Тиіскен болып қаламыз қазір, жалғастырмай қалады. Жақсы, енді қоғамға еркін ойлайды, зайырлық дейміз, енді әркімнің өз шындығы бар ғой. Бірақ енді осындай көп жан-жақты әркім өзінің принципі бар, енді оны өзгертуде қиын қазір, мысалы біреудің бар ойын өзгерту деген сияқты. Енді осындай кезде көптеген шындықтар көбейіп кеткен кезде нақты бір қайда сүйену керек? Мен келсем соған. Бұл әлемде ақиқат жоқ. Бұл әлемнің ақиқатына таласа бастаған кезде ғана қақтығыс, конфликт, соғыс туындайды. Әйтпесе, әр халық өзінің моралына, өзінің жүріс-тұрыс салтына қарай отырып, ненің жақсы, ненің жаман екені туралы түсініктері бар. Оның бәрі субъективизм. Мысалға, корейлердің тіпті дәстүріне айналып кетті ғой, иттің етін жеуі. Қазір енді бас тартып жатырмыз деген әңгіме айтады. Бізде тура солай олардың құптамайтыны жылқы етін жеу. Ал ислам бойынша шегіртке халал. Яғни ислам бойынша ойлай беріңіз. Жылқының, қазақтың ұлттық асы саналатын асылған етінде негізгі ингредиент жылқының еті, қазы, қартасы бар, мысалы. Осының бәрі кейбір ғұламалардың сөзі бойынша дейікші, енді бәріне айып тағуға болмайды, жағымсыз деп саналады. Харам емес, бірақ халал емес, жағымсыз. Яғни шегірткені жеу халал, рұқсат, біреудің ұлттық асы рұқсат емес. Әлеуметтік желіде макрух деп аталады. Макрух деген не екен білесіздер ма? Дін бойынша макрух деген денсаулыққа зиян зат. Жоқ. Макрух деген не запрещенный, жағымсыз деген сөз. Жағымсыз. Нежелательный дейді. Өз түкірігіңді шығарып, оны қайттан жұтумен тең жағымсыз дейді. Яғни бұны макрух деген ғалымдар бар. Ойлаңыздаршы, енді ислам бойынша енді кім қай версияны қабылдайды? Менің айтып жүргенім мұсылмандардың сенімі немесе олардың не қабылдайтын емес. Менің айтып жүргенім Мұхаммед өзін пайғамбарымын деді, және оның ұсынып кеткен негізгі доктринасы болды. Осыны ғана талқылаймын. Себебі мен адаммын, мен қазақпын, маған келді, 7 ғасырда арабтар айтқан екен, мен ол кезде болған жоқпын, бірақ мен тудым, мен адам құсап ес жидым, енді мен өзі көзқарасымды білдіруім керек. Мен оны қабылдаймын ба, жоқ па? Мен оны неге қабылдаймын, неге қабылдамаймын? Осыны айта білуім керек. Біздің негізгі құндылық осы да. Егер бірақ осыны сіз жаңа айттыңыз ғой,
адамдар қазір еркін. Меніңше еркін емес. Бізде конформизм басым. Бізде индивидуализм құпталмайды. Индивидуализмді айтсаң, сен эгоистсің, бірде сен өзімшілсің, кісісің, осындай сөздерді айтады. Бізде не ішем, не кием деп өз қолымыз өз аузымызға жете бастаған заманда, міне қазір индивидуалистердің сөзі, көзі көрініп келе жатыр бізге. Қазір енді көрінеді. Енді осы индивидуалистерді біз өзіміз жоққа шығарып, олардың айтқанын, олардың жаңағы жағасынан алып, ұнамаған дүниені аузын жабуға тырысып, олардың өндерін өшіруге тырысатын болсақ, онда біз жетістікке жетпейміз. Себебі өркениетті жасаушылар индивидуалистер. Әрқашан солай болып келген. Тіпті бір сөз бар ғой, өркениет қашан пайда болды деген кезде, адамдар қаруын тастап, екі адам қаруын тастап сөйлесе бастаған кезде, немесе ұрса бастаған кезде пайда болған деп. Өркениет ол сөйлесу. Міне осы біздің микрофонды қосып қойып, камераны қосып қойып сөйлесіп отыруымыз, және осы сөйлесуімізді біреуге көрсете білуіміз, ашық көрсете білуіміз. Бұл біздің еркіндік, бұл біздің гуманизм заманының келуі. Ертең біреуді сол сөз үшін өлтіріп кетсе, ақштың саясатын білесіздер ғой, сол сияқты. Ол саяси енді. Біз оған қатысы емес. Біз қазіргі гуманизм, қоғамдағы мәселені айтсақ, ол үшін біреуді өлтіріп кетсе, онда біз бұл сынақтан өтпедік деген сөз. Глобализмде біз жұтыламыз деген сөз енді. Себебі тек өркениетті жасайтындар, жаңа айттым, индивидуалистер. Өркениет бірінші пайда болды ма, мәдениет бірінші пайда болды ма? Мәдениет деген не деген сұраққа жауап беру керек. Мәдениет деген ол тіл біздің салт, нені қашан қалай істейтініміз, қалай өмір сүретініміз, дәстүріміз. Дәстүр деп нені айтамыз? Соның барлығының жиынтығын біздің жалпы болмыс, біздің тіпті физиологиямыз бар, руханиятымыз, бәрін болмыс дейміз. Міне осы жерде енді сізде мәдениетті ішіне тілді, сіздің мінезді, сіздің идентикаңыздың элементтерін айтасыз, осы кезден бастап мәдениет бірінші пайда болады. Элемент себебі ол. Ал ол элементтерді түсініп, оларға деген көзқарас таныту, ол өркениет. Оны біреуге тарата бастау, ол өркениет. Көрдіңіз? Осындай түсінік. Мен жөді көп сөйлеп кеттім тіпті. Қызық әңгіме болып жатыр. Жақсы, енді мына Қазақстан қазіргі қоғамында қандай тақырыптан қашқақтайды? Қандай тақырып қорқынышты бізге? Қорқып отырмын айтуға. Бәленің бәрін айтып алып, енді қорқып отырмын дегені. Бізде плюрализм, саяси плюрализм мәселесі өте қиын. Журналист ретінде соған көзім жете түседі. Бізде ашып айтып берсеңіз плюрализм. Плюрализм адамдардың ойлары түрлі бола алатындығы, алуан түрлі бола алуы. Саяси плюрализм дегеніміз бұл біздегі кейбір өз ойын ашық айтатын белсенділердің тіпті қудаланатыны, ол біздің ойын ашық айтатын партиялардың ашылмай қалуы, оларға тіркеу берілмейтіндігі мәселе. Мысалы сол сияқты қазақ елін мен мына жолмен жақсартып әл-ауқатқа жеткізе аламын деген адамдардың талпынысына кедергі қою. Бірақ ол кедергіні кім қойып жатыр? Ол жағын өздеріңіз білесіздер еді. Ары қарай ашып айтпай-ақ қояйын, былайша айтқанда. Жақсы, енді қазақ қоғамының болашағында сізді қандай мәселелер алаңдатады? Мәселе идентикамыз сақталып қалуы керек. Қазақ осы мінезімен, қазақ осы білімімен, оны жалғастырып, оны жаңғырта алатын қасиетімен сақталып қалуы керек. Себебі қазір глобализм келіп жатыр. Глобализм деп бізде әдетте, өркениет ақш батыс елдерін айтамыз ғой. Негізі олай емес. Өркениет деген көршіңнен басталады. Көршің кім болса, соның тілінде сөйлейсің дейді. Диалектолог Казгуда Тасымов деген кісі осы сөзді қайта-қайта айтушы еді. Соның тілінде сөйлейсің. Байқайсыздар ғой. Ал тілінде сөйлеу деген не? Ол мінезін алу деген сөз. Оның ойлау жүйесін алу деген сөз. Ойлауының ерекшелігін алу деген сөз. Демек, жұтылып кетесің ба? Әлде дәл қазіргі күйіңде қала аласың ба? Демек, мына жақтан біреулер айтады, орыс құл дейді, біреулерді араб құл дейді. Мен осы сөз таңғаламын осы сөзге. Біреуді өз қазағыңды қалай құл деп, немесе өз қазағыңды орысқа құл деп айтасың.
сөйтсек бұл жерде идеология жатыр екен. Сенің өз қазағыңның сөзін емес, сырттан көршіңнің бөтен идеологиясына еріп кеткен адамды тура баяғы Шыңғыс Айтматовтың шығармасындағыдай мәңгүрт деп айтудың жаңаша жолы осы екен ғой. Сен мен мысалға мынадай қазақтарды көрдім да, мысалға. Енді алауыздық қой мына нағыз. Былай дейді. Қазақтар арабтар болмаса адам болмас еді. Арабтар келіп дін алып келмесе, біз деген дәреттің өзін не екенін білмей жүрер едік дейді. Ей, ана жақта самсап жатқан өркениетің, монша салған халқың қайда қалды сонда? Ей, бір жерлеуінің өзі рәсім ғой, алтын адамға қарасаңыздар, деймін да, ритуал ғой. Сонда канализацияны айтсаңызшы, канализация. далаға шығару. Енді ойлап қараңыздар. Соны почему-то кейбір дін өкілдері, жаңа фанатиктер дейікші, оны дін өкілдері емес. Фанатиктер айтады, соның бәрі жахилия дейді. Неге? Неге деп ойлайсыздар? Мен соған жауабын алған кезде күлкім келіп, таң қалысым бірге келді. Сөйтсек ол деген Құдайдың атымен жасалмаған үшін екен ғой. Сол үшін оның құндылығы жоқ екен ғой. Фанатизм бойынша бір сұрақ қойып жіберейінші. Мысалы, жарайды, біз діни фанатизмді айтып жатырық, талқылап жатырық бағанадан бері. Енді атеистердің тарапынан фанатизм болады ма, мысалы? Әрине. Фанатизм деген жалпы бейтарап қолданылатын, көп нәрсеге қолданылуға болатын сөз. Діни фанатизм деп сол кезде ғана дінге қатысты айтамыз. Бейтарап тұлғада өз алдына ол фанатизм деп адамның әсіре немесе ультра бір идеяны жақтауы. Яғни адамдардың басын алуға, радикалдық көзқарастар танытуға, үндеу, призыв жасауға деген талпынысы осы. Сондай атеистік тұрғыдағы радикализм, фанатизм, оның қаупі қандай мысалы? Атеизмдегі радикализм деп біз айта алмаймыз, себебі атеизм дүние танымы, бірақ атеистерді айта аламыз. Атеизмді айта алмаймыз. Атеизм ол Құдайға қатысты көзқарас. Болды. Оны ысырып қойдыңыз. Атеизм ішінде тыныс алу деген нәрсе жоқ. Мен көп айтатын әзіл. Атеизмде тыныс алу деген нәрсе жоқ. Демек біз өлейік пе? Атеистер өле ме? Тыныс алмаса. Демек біз атеизмді идеология ретінде қарастырмамыз керек. Атеист кім? Мен мысалға атеистпін. Менің жағдайымда мен қазақпын. Менің жағдайымда маған қазақы құндылық берілді. Қазақтың ұлттық болмысы, ұлттық құндылығы, мемлекетшілдік позициясы. Міне осы нәрсе менде. Ұлттық құндылық. Демек атеизм Құдайды жоққа шығарса да, ол қазақты, ұлтты жоққа шығармайды. Демек оның құндылығы, атеистің құндылығы қазақи құндылық бола алады. Бірақ ол егер қазақи құндылыққа түкіріп тастап, батыстың немесе басқа бір бөтен өркениеттің құндылығын алып келсе, ол бек мүмкін радикализмге ұрынуы мүмкін. Атеист мысалға біздің Кеңес одағындағы тарихымыздың өзі-ақ көрсетіп берді. Радикал атеизм деген сондай болады. Шектеу біреудің құқығына жол бермеу. Қазірдің өзінде мысалы көріп жатамыз, бір жақта там Құранды өртеп жатады. Шарли Эбдо. Мысалы, тоже ол да бір радикализм көрінісі емес пе мысалы? Сен келіспейсің, бірақ енді сен жеке өзің таңдауың ғой. Оны жария етіп, мысалы. Көрдіңіз, өркениеттер әлемінде құндылықтар деңгейі сол. Құндылықтар деңгейінде пайғамбардың түрін солай әжуалап салу, ол қаншалықты қате екенінің көрінісін батыс өркениеті түсінген жоқ. Батыс өркениетіне тіпті президентіңіз болса да, тіпті ең құнды деген адамыңыз болса да, оны мультфильмнің кейіпкеріне айналдыру оларға ұят емес. Трампты жанағанда, Макронды бұлай қылды да, там. Демек, олардың басын алғандарды да осуждать етуіміз керек онда. Айыптауымыз керек. Ол жерге шабуыл жасап, өлтіріп кеткендерді де айыптауымыз керек. Ол дұрыс емес, бірақ ол жауабы ондай болмау керек. Олардың өзінің менталитетіне сай. Демек, құндылықтар, өркениеттердің тоғысуында құндылықтар бір-біріне сай келмеді. Және сол кезде бір-бірін тамырын басып көріп жасау керек та. Бізде ондай болған жоқ. Біздің әлемде бару керекте бірден мазақ ету керек, немесе бару керекте бірден соның мазақ еткеннің басын алу керек. Мәселе сол. Проблема осы жерде, бұл атеизмдікі, немесе бір басқа өркениеттердің құндылығы деген сөз емес, екі жақтың да өз құндылығы бар. Бұл как раз таки біздің айтып отырған әркімнің өзінің жеткен жетістік өркениеті, әркімнің жеткен моралі. Көрдіңіз? Бәлкім, мен енді болашаққа болжап бал ашпаймын,
бірақ болашақта бәлкім біздің де өркениет біреудің құндылығына әжуа емес, бірақ күле алатындай деңгейде жете ме екен? Және ол жақсы ма, жаман ба? Ол үлкен сұрақ. Мысалы жаңа Боратты түсірді ғой. Боратқа да қазақтар қатты ренжіп, мысалы намысына тиіп. Біз сол фильмді неге көп талқылай беретінімізге мен түсінбеймін, шынымды айтайын. Борат деген Американың ішкі проблемасын айна қатесіз көрсетіп берген дүние. Мен екеуін де қарап шықтым меніңше. Иә, бұл жерде Американың контекстін, сол замандағы контекстін түсінсе, адам мынаны айтқан екен ғой, қазақтарға түк қатысы жоқ екен ғой деп. Бір политическая сатира сияқты ма? Жай ғана біздің символизмді алды да жасай салды. Но саяси енді қарсылас ретінде көп полярлық әлемде қарсылық болу керек деген түсінік екен. Ресей бірінші болып бізді қолдады ол кезде. Оған тыйым салып, кинотеатрда оны көрсетпейміз деді. Бірақ егер соны тыйым салып тастасақ, проблема бізде әлі ірің болып жаралап тұр. Көрдіңіз ба? Осыны талқылайтын себебіміз де сол. А егер оны тыйым салмай, оны не екенін талдап, шолу жасап, бірыңғай түсінікті халыққа түсіндіре алсақ, ол не екен? Вот сол кезде бәлкім емдеп, ана жараның бетін ашып, оны спиртпен өңдеп, бетіне марле жағып, бинтпен орап, ол жазылып кететін деңгей болар ма еді? А біз тыйым салып тастадық. Тыйым салу мәселенің шешімі емес. Жалпы талқылау, сөйлесу, бір диалог құру, мәдениетін құру керек сияқты. Бұл өркениеттің жеткен жетістіктері. Қандай сала болсын, қандай проблематика болсын. Иә. Енді ол енді шовинистік немесе неонацистік бір призывтары бар бағдарлама болмаса болды да, бастысы. Ал бірақ басқа жағдайда ешқандай призыв болмаса, кез келген мәселені талқылауға болады. Тіпті дін, тіпті саясат, тіпті президентке қатысты, тіпті оның бәрін дұрыс ақыл есіңнің шамасынша талқылайсың, бірақ ешкімді шовинистік, бәлкім бір басқаша бір саяси, дүнияуи, гуманизм көзқарастармен біреуге абыройына нұқсан келтірмей, нақты бөліп жармай, ана өшпенділікке шақырмай, дарақылыққа бармай, мәдениетпен, бейбітшілікпен сөйлесе білу керектен бастысы. Осы проблема бізде әдепке кептіріледі. Мен мысалға ислам бойынша мен сұрағым келеді, мен ізденушімін, былайша айтқанда. Мен ізденуші ретінде бір нәрсені сұрағым келеді, мен тағдыр мәселесін түсінбеймін, шынымды айтайын. Исламдағы тағдыр мәселе, қадар мәселесінде Алла сені жаратады, Алла сенің қалауыңды береді, Алла қаламаса қурайда сынбайды, Алланың қалауынсыз жапырақта ағаштан түспейді дейді. Біз дінге оралдық, қайтадан. Бірақ айта салайын, бірақ онда біздің қалау қайда қалды? Сенде таңдау бар, сен бүйтесің. Бірақ Ат-Таквир сүресінің 29 аятында жазылып тұр. Қалау сендерге берілмеген деп ашық жазылып тұр. Ибн Касирдің тәпсірінде. Жақсы ашарит болайын ба онда деген сұрақ туындайды. Енді мәселе былай. Біз біреудің құндылығын талқылаған кезде шамамызды білуіміз керек. Бірақ бір құндылықты талқылай қойдың екен деп, менің жай ғана сұрағыма жауап бермей, менің жағамнан алып, немесе маған қатысты бір өшпенділіктің қолдану, ол да дұрыс емес екенін айту да. Егер мен біреуге келіп, араб құл, сен неғып отырсың деп бір ашу үстінде біреумен бір ерегесу болса, ол дұрыс емес. Егер мен мынау арабтардың мүддесі емес пе, қалай ойлайсың деген сұрақ қойсам, оған жауап беру ләзім да, кем дегенде. Егер жауап бергісі келмесе, мен ойымша ол қызғанатын сияқты. Адам өзінің кішкене діни білімі аз болғаннан кейін қызғанышпен қарайтын сияқты. Сен қазір мені омақаса құлатқың келіп отыр, сен мені ұстап алғың келіп отыр деген сияқты түсінікпен айтады. Провокационный сұрақ деп күдікпен қарайды ол. Мысалға бір адам шын түсінбей, неге сендер ашаритсіңдер, салафитсіңдер, матуридитсіңдер деп бір адам түсінбей, сонда пайғамбар қайсы болған осының ішінде деп түсінбей сұрақ қойып отыруы мүмкін. Пайғамбардың ашарит немесе салафит немесе басқа болғаны туралы емес қой мәселе. Бұл жерде түсінбеушілік. Соған діни білімі бар адам түсіндіріп берсе да, пайғамбарымыздың заманында ондай дүние ағым болған жоқ. Пайғамбар осы пророчествосымен айтып кеткен 73-ке бөлінесіңдер, соның ішінде біреу ғана жұмаққа тікелей кіреді деген сияқты түсініктермен, және кейін пайда болғанын, олардың не білдіретінін, ашарит қалай түсінетінін, салафит нені түсінетінін айтып түсіндіріп берсе, керемет дискурс, керемет, былайша айтқанда лекция болар еді.
бірақ өкініштісі мен молдекеңдер барып сондай сұрақ қоямын, сөйтсем молдекеңдер бізбен айтысады кәдімгі. Айтысу үшін менің позициям болу керек қой. Менің ойымша атеизм ол диспозиция. Яғни сенің позицияңда идеологиялық тұрғыда диспозиция ол. Мен атеизмді насихаттамаймын ешкімге. Атеизм деген бір жалпы кеңес одағындағы дүниемен салыстырып көрсең қауіпті дүние. Егер саяси жағынан басқалардың бәрін радикалдықпен, өшпенділікпен жою керек, бүйту керек, діндердің ешқайсысы дұрыс емес деп оларды жоюмен айналсаң болса, ол атеизм дұрыс емес. Бірақ ол атеизм ба деген сұраққа келесің. Ол атеизм емес ау. Ол өшпенділік, коммунизм немесе радикалдық бір басқарушылық формасы. Шовинизм. Ол соған келеді. Енді қазір ақпараттық соғыс өршіп тұр ғой барлық жерден қарасаңыз, мысалы шетелдік басылымдарда да мысалы қарасаң бір бөлек әлем, бізде бір бөлек әлем, мысалы осы уақытқа дейін өз көзіңмен бармайынша енді шынымен де кейде осы жазылып жатқан деректерге сүйенетіндер бар. Мысалы көп жерлер көршілес, мысалы Қытай мемлекетінде ойбай андай қатқыл саясат, кез келген адамды қырып салады деген сияқты сенсе, біреу айтады біз бизнес жасап жатырмыз, оказывается сол мынандай деген сияқты. Мысалы Қазақстанда бәлкім мысалы Францияның түбінде Парижде отырған бір кісі мүлдем басқаша қабылдап жүрген шығар, мысалы бізді олар. Сондай бар да енді. Енді осындай ақпараттық соғыс өршіп жатқан кезде Қазақстанның қауқары қаншалықты, қандай бір шараларды, жалпы қандай бір қауіпсіздікті сақтауы тиіс? Жалпы еліміздегі, біздің елдегі, Қазақстандағы журналистиканың деңгейімен салыстырып айтсақ болады. Мысалға, біз түсінуіміз керек. Кез келген факті ол абсолют емес. Осыдан бастап кез келген тіпті Құдай бар дегеннің өзінде абсолют емес. Болды. Осы жерден өзіңе предикт қойып ал. Болды. Осыдан бастап сен адаспайсың. Сен кез келген нәрсеге сұрақ қоя аласың, кез келген нәрсені тексере аласың, тексеруің керек. Және мысалға, мынандай оқиға болды десе, оның мүдде ар жағында мүдде танып тұрған, интерес қуып тұрған топтар жоқ па? Бенефициар. Таза выгодополучательдер дейміз. Ол бар ма жоқ па? Осыған қараймыз. Демек, Қазақстан жағдайында егер қандай да бір ақпарат шығып, ол бомба болып жатса, журналистер тілімен айтқанда, ойбай бомба ақпарат. Ол нәрсе тексеруге келе ме келмей ме онысын қайдан? Бірақ біз оның соңғы пайда алушысы кім? Ол кімге пайдалы болып тұр деген ойға бекуіміз керек сияқты. Кімнің сойылын соғып жатыр ғой? Мынау кімнің сойылын соқты? Мынаның артында кімдер тұр? Әдетте жаңа ұраншыл мақалалардың тақырыптары сондай ғой. Тіпті спорттағы болса да Геннадий Головкиннің артында кімдер тұр деген сұрақты, деген тақырыпты көрген адаммын да мен мысалы. Енді ойлап қараңыз. Тренер ғой десең. Секундант. Енді қараңызшы. Сөйтсек шынымен ол сондай екен. Секундантының жаңа інісі ма, бауыр ма, сол ғой. Артында кім тұр деп. Ол кәдімгідей кәдімгі өз ойлауымен кликбейт жасаған, қызық тақырып берген, қызық. Ол кім? Оның өмірі, жаңа ол да бокспен айналысқан екен деген сияқты әңгіме ғой. Ақпаратты тексерудің абсолют өлшемі жоқ. Абсолют құралы жоқ. Ақпараттың өзінің абсолют сипаты жоқ. Ал, мен осыны айта аламын тіпті. Мысалға бір жақта бірдеңе болды, бір қарағанда соғыс ашылды. Қараңызшы. Сөйтсек ол соғыс емес екен. Кейін ақпараттық соғыс, неше түрлі соғыстың түрі бар ғой қазір. Сондай соғыстардың бірі немесе арнайы әскери операция делінеді, немесе қақтығыс. Әдетте не деп жатыр? Кризис дейді. Жоқ. Бір елдің бір бөтен елде, мысалға дрон ұшыруы мүмкін, әуе аппараттарымен кіріп қайттан шығып кетуі мүмкін, жойғыш ұшақтарымен келіп аңшылық, тыңшылық жүргізуі мүмкін да, мысалы. Ол халыққа не үшін жетті? Халыққа жетті ма? Демек ол халыққа жеткенін қолдағандар болды. Немесе амал жоқтықтан халыққа жеткені, ол халық қазір бізден бұрын жалған ақпарат таратып жібермесін. Мысалы, Румынияда ресейлік дрон жүрсе, жалған ақпарат шығып кетпесін деп Румынияға ескертіп айтады. Мынау Ресейдің дроны. Міне, осылай. Сендер ойлап қалмаңдар, біз қазір румындар кіммен тарихи әділдік іздеп жүр. Мысалы, біреулерді айтуы мүмкін, көрші елдер. Солардікі болса, олар қаттырақ қабылдауы мүмкін.
сол үшін билігі бірден ашық релиз жариялау керек. Мәлімдеме. Мәлімдеме жасайды, ол ресми тұрғыда, бірақ ол шындық па? Онысын тексеру мүмкін емес қой. Мысалға. Демек, сіз кез келген журналистің мақаласын, ақпаратын оқыдыңыз ба, ол абсолют емес екенін түсініңізші. Шындыққа жақын болуы мүмкін. Ол сол үшін де жаңа факт-чекингде шындыққа жақын, манипуляция, жалған және шындық деп төртке бөліп категория жасайды. Немесе дәлелсіз деген 5-ші өлшемі бар. Ақпараттың осындай түрлері болады. Кәдімгі діндегі дүние сияқты ғой. Сахих, даиф, сахихтың ішінде бөлінеді дегендей. Сіздің ойыңызша мына еуропалық басылымдарда сол көп емес пе? Манипуляциямен өздерін артық қою. Артық қою әрдайым бар. Әрдайым әр халық. Мысалы біз Қазақстан басылымында ондай жоқ қой. Мысалы біз кәдімгі ешкімді менсінбейді дейтін істеп жатпаймыз ғой. Бізде өте салыстыра келгенде. Біз әліміз келмей тұр. Біз оған әліміз келмей, ол туралы ойланбай отырмыз. Егер қазір қолымыз аузымызға жетіп, қағанағымыз қарқ, сағанағымыз сарқ болса, біз шет-шетімізді қарай бастаймыз. Ташкентте Төле би жатыр деген әңгімелер басталады. Орынбор кімдікі деген әңгімелері әлі бар. Омбы деп. Омбы кімдікі. Бұның бәрін қайтару деген мәселе менің ойымша бір өзге елдермен, сол елде тұрып жатқан халықтармен санаспауыңша. Олардың тыныштығына, олардың қауіпсіздігіне бір шек келтіруің да. Ол бір адамдыққа да, кішкене адамгершілікке де сәл қиғаш келетіндей әрекет. Біздің елдің заңы, біздің елде, біздің территорияда, біздің халыққа, ол қазақ болсын, ол украин болсын, ол орыс болсын, бірдей деңгейде жағдай жасап отыр. Әл-ауқат беріп отыр. Әділетсіз үкімдер болуы мүмкін, әділетсіз шаруа болуы, онымен айналысу керек. Бірақ алып келіп, жоқ, біз мына салық төлетіп қойған, мұнайды біздің астымызда отыр, немесе сол үшін біз мына жақта бөлектенейік деген сияқты сепаратистік пиғылдар тамырмен жойылу керек. Онымен ұлттық қауіпсіздік комитетте айналысу мүмкін, ол басқа болуы мүмкін. Біз, менің ойымша, мемлекетшілдік позицияны идеология арқылы насихаттай беруіміз керек та. Еуропа елдерінде ол бар, болғанда. ақш-та да ол бар болғанда. Great America Again деген әңгімелер бар ғой мысалға. Американы қайтадан ұлы етеміз дейді. Бізде өзіміздің жаңа Джошының несін айтып отырмыз, жолын айтып отырмыз. Тоқаев айтады оны. Кешегі соңғы алтын орданың біз мұрагер деген. Алтын орданың мұрагеріміз деген әңгіме айтылады. Монғолдармен кәдімгідей қақтығыс желде басталып кеткен. Түсіндіру керек. Біз сендерден тартып ала отырған жоқпыз. Таласып отырғанымыз жоқ сіздермен. Біздің мына тарихшылар айтады, біздің қазақтың ішінде шын мәнінде жаңа Шыңғыстың ұрпақтары бар. Міне, мынау руларымыз осы. Ол рулар қазір қазақ. Сіздер олардың не? Аманат етіп қалдырған ата бабасының тарихынан үзейін деп отырсыздар ма деген сияқты бір сұрақ қою керек. Бірақ ол араздық қоздыратын деңгейге жетпеу керек. Жақсы, Арық мырза, енді соңына қарай келсек, шарықтау шегінен блиц сұрақтарымыз бар. Осы жерден қадалам мен қазір. Қысқа нұсқада жауап береді. Сіздің кумиріңіз? Джеки Чан. Бала кезімнен. Бағана түсіндік қой, киносын айта бастады ғой. Төбелескіш. Ол кішкене сәл мейірімді төбелескіш еді. Күлдіретін. Жақсы. Енді қатты әсер қалдырған кітап біреуін атасаңыз. Көк мұнар мен көк балақты айтам. Мағауиндікі. Сосын үшіншісін айтап өтейші. Бұл Шахан шері. Оқыңыздаршы, қазақтың болмыс мінезі Шахан шері. Топ 3 фильм сіз үшін? Фильм көп көрмеймін, мен аниме қарайтын адаммын. Біреуін ғана айта салайын. Жалпы, поднятие уровня в одиночку, біріншісі. Екіншісі Блич. Үшіншісі Баки. Жақсы, көріміндер тауып қарар енді өзі. Ең мықты 3 тарихи тұлға сіз үшін? Тарихи тұлға көсемшілікке апарады деп ойлаймын. Сондықтан атамайсыз? Атағым келмейді. Жақсы. Сөз бостандығы әлде қоғамдық тұрақтылық қайсысы маңызды? Сөз бостандығы. Жастарға ең жетіспейтін қасиет біреуін айтсаңыз, әлде көп па? Объективті ойлау. Объективті ойлау. Яғни тең екі жақты да қарастыру, таразылау. Жақсы, енді қазақ қоғамының ең үлкен проблемасы қандай қазір? Ең үлкен проблемасы сол, объективті ойламау.
қазақ халқының ең басты жетістігі? Қазақ халқының ең бір жетістігі қазіргі болмысымен әлі сақталып келе жатқандай. Яғни түпкі нұсқасы әлі де бар. Әрине. Кодымыз Сол сақталып. өркениет әлі бар бізде. Жақсы, соңғы сұрақ өте қызық. Егер сізге бір күнге әйел адам болуға мүмкіндік берілсе, ең бірінші істейтін Неге әрекетіңіз? Ең бірінші. Мысалы, бір күнге әйел адам болсаңыз, ең бірінші не істер едіңіз? Әйелдерге айғайлайтын едім. Не деп? Әйел бола тұра әйелдерге айғайлайтын едім. Біз бақытсызбыз. Біз күң болғанбыз талай ғасыр. Біз екінші сорт болып келгенбіз. Оянайық деп айғайлайтын едім. Ер адам айтса, әйелдер қабылдамайтын сияқты да, бірақ әйел айтса қабылдайтындай көрінеді маған. Жақсы, осы енді қызықты да көптеген сұрақтарды қамтыдық. Әңгімеміз неше түрлі тақырыптарды айттық. Енді жақсы, көп рахмет Ардақ мырза сізге. Сіздерге Келгеніңізге, пікір әлі айтылмаған бөліскеніңізге. біраз дүние қалды ау деймін. Тағы подкастқа шақыру керек болатын шығар кейін. Әлі де тағы Ол екінші бөлімге. ұйқы алдында келетін мыслялар ғой. Ол Қазір үйге қайтқан соң маған айту керек еді деп. Мынаны неге бұлай? Жақсы, келесі кездескенше онда. Жақсы. Аман саулықта болайық, сәттілік сізге. Амандықта жүздескенше рахмет. Жақсы, құрметті көрермен, біз де сіздермен қоштасамыз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.